армысыздар, қандастар. Біздің дәстүрлі тұрақты түрде өткізетін біліп жүр бағдарламасына қош келдіңіздер. Біз уәде бергендей бұл бағдарламада біз түрлі саланың мамандарын шақырамыз. Соның ішінде сіздердің өтініштеріңіз бойынша алдын ала жинаған халыққа керекті, өзекті мәселелер талқылаймыз. Соның ішіндегі ең өзекті мәселелердің бірі әрине денсаулық. Қазақ айтады ғой, бірінші денсаулық, содан кейін ақжаулық, онан кейін оңсаулық деп. Денсаулық мәселесінде кеше ең кең тараған бір проблема, ол протрузия, грыжа, остеохондроз жайлы, сколиоз жайлы болды. Соның маманы сіздерге нақты сұрақтарыңызға жауап берді. Кім көрмесе кешегіні көріңіздер. Ал бүгінгі проблема мына бедеулік жайлы, белсіздік жайлы, жалпы гинекология саласындағы мықты билікті маман бүгін Жанна ханым келе алмады Алматыға, мына неменеге байланысты, карантинге байланысты. Сонда Жанна ханыммен қазір сұхбаттасамыз. Мен сіздердің көкейлеріңіздегі сұрақты қоямын. Содан кейін сіздерді осы тікелей эфирде отырып сұрақ қойсаңыздар болады. Қазақ айтады ғой, ұлы сөзде ұяттық жоқ дейді. Біз Совет өкіметі кезінде бұндай теманы мүлде айтпайтынбыз. Ал енді қазір ашық айтылып жүр. Ешқандай ұяттығы жоқ. Өйткені елдің болашағы, балалардың денсаулығы және де ұрпағымыздың көбеюі осы тақырыпқа тікелей байланысты. Жанна, көрермендерге сен өзің жайлы қысқаша таныстырып кетсең, қандай тәжірибең бар, қай саланың маманысың, қазір қандай шаруалармен айналысып жүрсің, сол жайлы? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, Сен ТВ-ның көрермендері. Менің аты жөнім Жанна Бақытқызы Төремұратова. Мен мамандығым бойынша дәрігер-акушер-гинекологпын. 10 жылдық тәжірибем бар, 10 жылдық білімім бар. Австрияда, Дубайда, Кипрда өз білімімді шыңдаған маманмын. Бүгінгі таңда сіздермен осы Сен ТВ-да бедеулік тақырыбында әңгіме қозғамақпыз. Өзің қанша жыл қызмет, қай жерде қандай қызметтер атқардың? Атқарып жүрсің? Мен 6 жыл көлемінде әйелдер кеңесінің меңгерушісі қызметін атқардым. Мамандығым дәрігер-акушер-гинеколог, қазір дәрігер-узист, дәрігер-акушер-гинекологпын. Кеңес болғанда сол жүкті әйелдер, жүкті бола алмай жүрген әйелдер, және ер азаматтар да келе ме жүрген? Мысалы бізге бала көтере алмай жүрмін деген проблемамен әйелдер келеді. Сосын жүктілікті жүргізу, мысалы түсік тастау, сол тақырыптармен әйелдер келеді. Ол кезде біз әрине керек болған жағдайда күйеуін де шақыртып, күйеулеріне қандай анализ тапсыру керек және қайда бару керек ары қарай. Соған бағыт-бағдар береміз. Жақсы, енді осы қоғамда көп толғандыратын мәселенің бірі, менде біраз туыстарым жаңғырып тұр. Туыстарым бар, біраз таныстарым бар, солардың проблемасын нақты білемін. Мына бедеулік деген, бала көтере алмауы, осы үлкен проблема, осыны неден болады және қандай адамдарға бедеулік диагноз қойылады, яғни бұл адамдарда ұрпақ болмауы мүмкін деген. Осыны тарқатып айтып берші. Көрермендердің көбінің осындай проблемасы бар, өздерінде болмаса туыстарында бар деп ойлаймын. Өкінішке орай, бұл тек қана Қазақстанда емес, дүние жүзінде де бедеулік мәселесі бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі. Енді кейде адамдар бедеулікке ерте өздеріне бедеулік диагнозын қойылады. Кейде адамдар керісінше дәрігерге баратын кезде жаңағы селқостыққа салынып, асықпай жүре береді. Жалпы бедеулік деп қай кезде қоямыз? Егер ерлі-зайыпты жұп 1 жылдың көлемінде ретті жыныстық қатынаста бола тұра ешқандай жүктіліктен сақтану тәсілдерін қолданбаса да 1 жылдың көлемінде егер бала көтере алмаса, онда бедеулік деген диагноз қойылады. Енді мысалы кейде қыздар тұрмысқа шыға салады да 1-2-3 айдың көлемінде егер бала көтере алмаса, бірден өздеріне бедеулік диагнозын қойып, емделіп, әртүрлі бақсы балгерлерді аралап жүреді. Әрине ол ертерек, ондай 1 жыл болмай жатып, тұрмыс құрғандарына бедеулік диагнозын қоюға ертерек. 1 жыл көлемінде, ал кейбірде кісілер 2 жыл уақыттарын бекер созып алады. Әсіресе қазіргі таңда бізде Қазақстанда білесіздер, тұрмыс құру, үйлену жасы мысалы
30-дан аса, 35, 40-қа таяу адамдар үйленіп жатады. Ондай кездерде тіптен 2-3 жылдың өзі алтын уақыт болуы мүмкін. Сондықтан егер 1 жыл көлемінде жаңағындай мен айтып өткендей бала көтере алмаса, онда бедеулік диагнозы қойылып, уақытылы емдеу керек. Енді көп жағдайда бірін-бірі кінәлап жатады, да? Міне келінді кінәлап жатады, келді, бала көтермейді екен, басқасын шығарып алу керек дейді. Меніңше 80-90%-ында осы әйел қыздарды әйел адамдарды кінәлап жатады содан екен деп. Бұрыннан да солай ғой, ата-бабаларымызда да. Осы диагнозды көбінесе кім кінәлі болады осы бала көтере алмағандық жағдайда? Ерлер ме, жоқ, әйелдер ме? Бір өте орынды сұрақ, Ахметбек ағай. Бізде негізі әйелдер жылдап, 5-6 жылдап жаңа өздері емделіп жүре береді. Күйеулерін жаңағы көбінде ойлайды, егер ер адамда жыныстық қатынас болса, онда ода бедеулік деген проблема жоқ деп. Бірақ шындығында келген кезде ол бедеулік проблемасы бүгінде 50-ге 50. Мысалы, бұрын ерлердің бедеулігі бір 30% болатын болса, қазір 50-ге 50, яғни әйелдің бедеулігі 40%, ер адамның мысалы бедеу отбасын алатын болсақ, Қазақстан бойынша соның 40%-ында әйелдік фактор, 40%-ында еркектік фактор, және 20%-ында екеуінде де бедеулік проблемасы бар. Яғни тең-бе-тең бүгінгі таңда. Еркектердің де денсаулығы мәз емес, әйелдердің де денсаулығы мәз емес. Сондықтан бірінші шарт жаңағы бізге 1 жыл болды бала көтере алмай жүрмін деп әйел келсе, онда бірінші шарт жолдасымен бірге қаралу. Енді мына бағана өзің айтып кеттің ғой, қазір тұрмысқа өте жай шығады деп. Енді ең критикалық жас, қай жас қыз балаларға бұдан кейін шықса бала көтермеу қаупі бар деген. Мысалы 28, 30 жас па, 31 ма, неше жастан кейін дейін міндетті түрде тұрмысқа шығу керек, что бала 100% көтере алу үшін. Негізі 30-ға дейін қыз баланы тұрмыс құрған дұрыс, бірақ біз айта алмаймыз, мына жастан кейін сен уже тұрмыс құрсаң бала туа алмайсың деп. Неге десеңіз, әркімнің ағзасы әртүрлі. Әйелдің бала туу мүмкіндігі неге әртүрлі, және ол шектеулі. Ер адамдарға қарағанда әйелдің бала туу уақыты тезірек бітеді. Мысалы, оған дәлел біздің ата-бабамызда жаңағы 60-70-лар тоқалдарынан туған ғой. Неге әйелде шектеулі десеңіздер, әйелдің аналық безіндегі ұрықтардың саны шектеулі. Олар әрбір етектер келген сайын азая береді. Яғни ол қор азайып, мысалы, климакстық жасқа келген кезде әйел бітті, сонымен тоқтайды. Климаксқа 1-2 жыл қалған кезде әйел уже бала көтере алмайды. Әрине ол, мысалы, климакс қазір әйелдердің кеш тұрмыс құруы, балалардың санын аз тууына байланысты климакстың жасы жасарып келе жатыр. Бұрын мысалы 50-ден аса басқан уақытта бір 50 мен 60-тың арасында климаксқа кететін болса әйелдер, ал бүгінгі таңда әйелдер тіпті 30, 32, 33 жасында климаксқа кетіп қалатын, жаңағы мүлдем бала туу мүмкіндігінен айырылып қалуы мүмкін. Сондықтан әйелдерге 30 жастан асқан кезде бірінші баласын туған әйелдерге первородящая старшего возраста, яғни үлкен жастағы, егде жастағы бірінші босанушы деген диагноз қойылады. Сол үшін мен қыздарға всегда не айтам, стимул айтам да, сендер первородящий старшего возраста болмаңыздар, ертерек тұрмыс құрып, 30 жасқа дейін бала туып алыңыздар деген жаңағындай кеңес айтам. Ең идеальный жас қайсы, және ең төменгі жас қайсы, ең жоғары жас қайсы? Осын шектеуге бола ма? Енді әрине міндетті түрде 18-ге жасы толмай тұрмыс құрып бала тумаған жөн. Неге, мысалы, кеңес үкіметінде жаңа кәмелеттік жасты 18 деп қойды. Мысалы, 17 деген жоқ, 16 деген жоқ, 20 деген жоқ, именно 18 жаста. Осы сұрақты бізге баяғыда мединститутта оқып жүргенде Хамзин деген профессор, рентгенолог айтқан болатын. Өйткені 18 жаста қыз баланың сүйектену процесі, яғни сүйектердің қалыптасып біту процесі 18 жасында аяқталады екен. Яғни қыз баланың толық жетілген кезеңі 18 жас. Сол 18 жастан кейін бала тұрмыс құрып, бала босанғаны дұрыс. Және негізі 35 жасқа дейін босанатын болса,
босанып соны жоспарлап алған дұрыс. Өйткені әйелдің жасы үлкейген сайын жүктіліктің асқынулары өте жиі кездеседі. Мысалы 40-қа таяған кезде жаңағы отек, преэклампсия, давление деген нәрселер жүктілік кезінде. Мысалы жас 20-ның жасында босанған әйел мен 40-қа таяған босанушы әйелдердің арасын салыстырғанда оларда асқыну көбірек болады, жиірек болады. Және жаңағы баланы мерзімнен ерте босанып қою сол асқынуларға байланысты. Немесе жаңағы переход болып кету, яғни мерзімнен асып кету. Сондай қауіпті асқынулар өте көп болады. Және давлениясының көтерілуіне байланысты әйелдерде жаңағы қан кету асқынулары. Өйткені қан қысымы көтерілген кезде жүктіліктің әртүрлі асқынуларының болу қаупі өте жоғары болады. Ал енді мына дені қарны сау ерлі зайыптылар тұрмыс құрғанда оларда да бедеулік болуы мүмкін бе? Я, болуы мүмкін. Оған мысалы өмірде талай біз көзіміз жетуде жүреді. Мысалы кейде болады ғой, ерлі зайыптылар біраз жыл өмір сүреді, тексеріледі, қаралады, бірақ өкінішке орай олардың арасында ешқандай бала болмайды. Кейін ажырасып, екеуі екі жаққа кеткен кезде, екеуінің де екінші некелерінен екеуінің де балалары болады. Осының себебі не? Я, бұл жаңағы несовместимость деген болады. Ерлі зайып мысалы именно сол екеуінің арасында, ерлі зайыптылардың арасында сәйкессіздік болады. Яғни жаңағы ашиля жүйесі бойынша сәйкессіз болуы мүмкін. Биологиялық сәйкессіздік, да? Биологиялық сәйкессіздік болуы мүмкін. Мысалы, дәл сол ер адамның ұрығына әйелдің ағзасында антиденелер болуы мүмкін. Алдындағы тікелей эфирімізде есіңізде болса, біз айтқан болатынбыз, жаңа антидене, антиген жайында. Сол мысалы, дәл сол еркектің ұрығына, дәл сол әйелде антиденелердің болуына байланысты жаңағы жеке сәйкессіздік, несовместимость деп айтып жатады ғой. Оны анықтайтын арнайы лабораториялық анализдер бар. Мысалы, әрине оны бірден барып тапсырудың қажеті жоқ. Кейде әйелдер бірден мүмкін біз екеуміз сәйкес келмейтін шығармыз деп сөйтіп айтып жатады. Мен айтамын, барлық жаңағы тексерістен өткеннен кейін ғана, егер бәрі дұрыс, еркекте де бәрі дұрыс, әйелде де бәрі дұрыс болатын болса, оны анықтауға болады. Және оның бүгінгі таңда, бүгінгі ғылыми жетістіктің арқасында оны емдеуге болады. Ол жаңағы арнайы гормон дәрілерді салу арқылы, иммунитетті кішкене түсіру арқылы, иммунитетті алдау арқылы ол әйелдер бала туа алады. Ал енді осыны үйленбей тұрып, осыдан өткен дұрыс па, жоқ, осыдан совместима, екеуі бір-біріне сәйкес келе ме, келмей ме, жоқ, анша дұрыс емес пе? Қажеті жоқ па? Енді мысалы үйленбей тұрып, қазіргі таңда көп деген жастар жаңағы некелік өмірді бастамай тұрып, тексерістен өтіп жатады. Әрине ол дұрыс. Мысалы, әртүрлі аурулар, инфекциялар шығуы мүмкін. Ол инфекцияның өзі де бедеуліктің причинасы, себебі болуы мүмкін. Сол себебі мысалы, ертеңгі күні үйленгеннен кейін сенен жұқты, менен жұқты деп екеуінің арасында мысалы кикілжің болмас үшін әрине тексерістен өтіп алған жөн. Бірақ ол өзара жаңағы отбасын құрамыз деген ерлі зайыптылардың арасында келісім арқылы болу керек. Мысалы, білесіздер, еркек адамның да бедеулігі болуы мүмкін. Әйел адамның да тіпті 27, осы жақында ғана 27 жастағы қыз 26 жасында тұрмыс құрған, сөйтіп үйленгеннен кейін мысалы абсолютті түрде бедеулік. Яғни ол қызда мүлдем ұрық жоқ, аналық ұрық өндірілмейді. Оны тұрмыс құрғаннан кейін анықтады. Оны тұрмыс құрмай тұрып, екеуі де лабораториялық анализ тапсыру арқылы анықтауына болатын еді. Енді бұл жерде мәселе мысалы қандай болса да мен үйленем бәрібір деп біліп тұрып үйленсе, әрине ол үлкен махаббат, үйлене берсін, оған ешкім тосқауыл қоймайды. Бірақ үйленіп алғаннан кейін қабат деген ай деуі де мүмкін де. Сол үшін ол екеуі өзара шешу керек. Мысалы, үйленбей жатып анализ тапсырамыз, тексерілеміз дейтін болса, құба-құп. Ал егер қандай болса да үйленем, тексерілгім келмейді десе, ол да өздерінің еркі. Жақсы, түсінікті. Содан кейін бір кейбір отбасыларының бір қандары бір группадан деп айтады, одан емес пе екен, кемтар балалар көп туып жатады отбасында. Соның себебі неде? Мысалы, бізде ата-бабамыз жеті атаны сол үшін сақтаған ғой. Бізде ұқсас, мысалы, аурулар, кейбір аурулар, жаңа ұқсас гендер кездескен кезде солар жарыққа шығады. Доминантты, рецессивті, тұқым қуалайтын хромосомалық аурулар болады. Мысалы, доминантты болатын болса, ол егер мысалы туыстық некелерде жиі кездеседі, әсіресе
оған дәлел енді ренжімес, бірақ жаңа ағайындас адамдармен жиі қыз алысып қыз берісетін ұлттарда ол көбірек кездеседі. Мысалы Англияда білесіздер, ол жақта монархия ғой, жаңа король королева, сондықтан олар кузина жаңағы өзінің туысқандарына, өйткені байлық ешқайда шығып кетпеу керек, власть кетіп қалмау керек, билік, сондықтан өзінің жақын жаңа кузинасымен, ағайындас жиендерімен бір-біріне үйлене береді. Сондай некеде, сондай некелерде жаңағындай пороктар, даму ақаулары көп кездеседі. Сол үшін мысалы Англияда мүгедектердің жағдайы өте көп жақсылған. Өйткені мүгедектер действительно ол жақта көп. Енді бүгінгі таңда оларға жаңағы африкалықтардың келуі, басқа да себептермен олар қазір бұрынғыдай тек қана ақсүйектер бір-бірімен қыз алысу ғана емес, мысалы қандарының араласу арқасында әрине мүгедектердің саны азайды. Бірақ осыдан бұрынғы жаңағы монархиялық дәурені жүріп тұрған кезеңдерде оларда шынымен де мүгедектердің саны өте көп болған. Енді біздің ата-бабамыздың бұл жерде бір керемет ұлылығын көреміз, жеті ата сақтау. Өйткені неғұрлым біздің қанымыз араласқан сайын сол аурулардың жарыққа шығуы, мысалы тасымалдаушы болуымыз мүмкін, әркімнің бір генінде қандай да бір ақаулықтар болуы мүмкін, бірақ дәл сондай ақаулықпен кездесу жиілігі өте аз проценті болғандықтан, мысалы жеті ата қосылғанға дейін қаншама қанмен араласады ғой, сондықтан оның жарыққа шығуы мүмкіндігі өте аз болады. Сондықтан біздің қазақ даласында мүгедектердің санының аз болуы сондықтан деп ойлаймын. Тамаша. Және ол егер ақыл есінің дұрыс болуына да көп әсерін береді ғой. Мысалы хромосомалық аурулар, осы тұста айта кетейін, мысалы көрермендерімізге қызықты болсын. Кейде маған УЗИ-ға келіп, әйелдер мысалы сұрайды, жаңағындай дауна жоқ па екен, баламда даун, мысалы мен УЗИстпін деп жаңа өзім айтып өттім ғой. Баламда Тернер жоқ па екен деп әртүрлі нәрсені естиді ғой бір-бірлерінен. Сосын мен оларға түсіндіріп айтам, УЗИ хромосомалық ауруларды көрмейді. Хромосомалық аурулармен ауыратын адамдардың қарасаңыз аяқ қолы балғадай, денсаулығы физикалық тұрғыдан дені сау, бірақ олар ақыл есі кем. Демек, хромосомалық ауруларды анықтайтын ол тек қана хромосомалар жиынтығын жаңағы генетиктер бізге анықтап беріп, сөйтіп жаңағындай өзінің хромосомалық аурулардың бар жоқтығын тек қана сол анализ анықтайды. Баланың кіндігінен немесе плацентасынан қан алады, кіндігінен плацентасынан суды алып, баланың хромосомалық жиынтығын анықтайды. Сол кезде ғана біз айта аламыз, сіздің балаңызда жаңа хромосомалық Дауна болсын, Тернер, Эдвардса, Патау деген аурудың бар жоқтығын анықтаймыз. Мысалы, бүгінгі таңда біздің үкіметіміз миллиардтаған қаражат бөліп, жүктіліктің 12-ші аптасына дейін учетқа тұрыңдар деп жаңа бұйрық шығарды. Бірақ оны біреу сақтайды, біреу сақтамайды, және ол не үшін тұру керек түсінбейді. Мысалы, неге жүктіліктің 12-ші аптасына дейін учетқа тұру керек? Әйелдер айтады, ой, менің 5-6 балам бар, үйде ата-енем бар, қолым тимейді, тек қана босанардың алдында обменный карта алу үшін жүктілік учетқа тұра салсам болды. Ал қазір не үшін мен тұру керек? 12 аптасына жаңағы барып, еще сендер мен шақыра бересіңдер, анализ тапсыруым керек деп. 12 аптаға дейін деп неге ойлап тапты? Мысалы, 5 апта деген жоқ, 10 апта деген жоқ, 20 апта деген жоқ. Неге 12 аптаға дейін? Себебі жүктіліктің 13 аптасы, 13 апта плюс 6 күн дейміз, 14 аптаға дейін. Соған анализ тапсыру керек хромосомалық аномалияларға. Жаңа айтып өткен 6 хромосомалық аномалияға өкімет миллиардтаған ақша бөліп, миллиардтаған қаражатқа сондай аппараттарды сатып алып, қойып қойды. Әйелдер жаңа хромосомалық аурулар болса, ерте анықтап, ерте жүктілікті үзу үшін. Өйткені хромосомалық аурулар емделмейді. Оның емі жоқ. Хромосомамызды өкінішке орай біз өзгерте алмаймыз. Сондықтан сол ауруларды ерте сатты анықтау үшін жүктіліктің 12-ші аптасына дейін бірінші УЗИ скринингпен өткеннен кейін саусақтан қан тапсыру арқылы хромосомалық аурудың бар жоқтығын, Дауна, Эдвардса, Патау, Тернер, Шевска деген аурулардың бар жоқтығын анықтау үшін жүктіліктің 12-ші аптасына дейін учетқа тұру керек. Бірақ әйелдер анықталғаннан кейін не істейді, мысалы сондай бар болса? Ақаулар бар болса, мысалы ол ақаудың бар екендігін жаңағы УЗИ-де көрмейді. Саусақтан қан тапсырған кезде баланың мысалы УЗИ-де өлшейді.
мына желкесінің қалыңдығын өлшейді, мұрнының ұзындығын өлшейді, бойының ұзындығын өлшейді, аяқ қолының басының барын өлшейді. Кейде болады басы жоқ, аяғы жоқ, қолы жоқ балалар. Ондай кезде әрине бірден генетикаға жібереміз, ал қанынан егер высокий риск, яғни жоғарғы қауіп қатер анықталынады. Ол қанында мысалы высокий риск шықса, әйелдер міндетті түрде дауна бар деген сөз емес. Ары қарай біз генетик деген маманға тегін сол әйел барып өтеді. И генетик жаңа баладан кіндігінен қан алу анализіне порталмен тегін Алматы, Қазақстанда 2-3 жерде жасалынады ондай лабораториялық зерттеу, сол жерге порталмен жатқызамыз. Ол әйел тегін жатып сол жерде баланың кіндігінен қан алдыру керек болады. Немесе плацентасынан су алдыру керек болады. Сол кезде егер баланың хромосомалық жиынтығы, хромосомалық патологияның бар екендігін анықтаса, әрине әйелдің өзі шешеді, бірақ жүктілікті медициналық көрсеткіш бойынша үзуге кеңес беріледі. Бірақ ешкімді зорлап, үздеп қинамайды. Біз айтамыз, мінекей балаңызда осындай ауру бар. Ары қарай қалдырам десеңіз өз еркіңіз, қалдырмайым десеңіз әрине өз еркіңіз. Көп жағдайда әйелдер енді ол ауруды емделмейтінін біледі. Бүгінгі таңда дүние жүзінде үлкен дау-дамай бар. Мысалы, даунамен ауыратын балалар, жаңа мен айтып өттім ғой, оларда тек қана кішкене ақыл есінде ғана кемістік бар. Оларды солнечные дети деп айтады ғой. Яғни олар күліп жүреді, ешкімге ешқандай зияны жоқ, бір мәз-майрам өзінің әлемінде ешкімге ренжімейді, сондай бір рахаттанып өмір сүріп жүреді. Сондықтан мысалы Европада демократия деп оларды жүктіліктен үзудің қажеті жоқ дейді, бірақ бізде үзуге кеңес беріледі. Бедеуліктің психологиялық проблемадан болуы мүмкін ба? Дені сау, физиологиясы, биологиясы жақсы, бірақ психологиядан жас кезіндегі бір қорқыныш, үрей, травма, сенімсіздік деген сияқты. Әбден мүмкін ағай. Тіпті мысалы ағзасындағы өзгерістердің өзі де алдыңғы бастапқы сатыларында сол психологиялық себептерден болуы мүмкін. Оны психолог ғалымдар енді керемет зерттеп дәлелдеп қойған. Мысалы мынандай мысал келтіруге болады. Бір әйелдер өзінің подсознание дейміз ғой, түп сана дейміз, бейсана. Сонда жұмыс істеген кезде, мысалы, неге ол әйел бала көтермейді? Сол кезде кішкентай кезінде оның жеңгесі мысалы туыттан қайтыс болып кетсе, демек бала туу қорқынышты, одан өліп қалуы мүмкін. Санасында сондай үрей, қорқыныш тұруы мүмкін. Біздің миымыздың қызметі ол бала туу, жақсы әйел болу, жақсы ана болу емес қой. Біздің миымыздың бірінші қызметі, түп санамыздың ол өміріңді сақтау, яғни өмір сүру. Ода тұр информация, сен егер жүкті болсаң, бала тусаң, сен өліп қалуың мүмкін. Демек, ол кішкентай кезінде жеңгесі сол туыттан қайтыс болды, соны көрді, демек, ода үрей, қорқыныш бар. Сосын, мысалы, әсіресе анасының құрсағында жатқан кезде, мен пренатальная психология деген Мәскеуден повышение өткен кезде, бір оқыған нәрсе есімде қалды. Психологтар бір әйелмен жұмыс істейді, яғни ода өмірі қорқыныш, үрей, өзі түсінбейді қайдан келген үрей. Барлық нәрседен қорқып жүреді. Как будто біреу өлтіріп кететін сияқты, біреу преследовать етіп жүрген сияқты да. Түп санасымен жұмыс істеген кезде анасы жаңағы жүкті жүрген кезінде оған аборт жасап алдырып тастағысы келген, яғни жүкті болғысы келмеген сол балаға. Сосын ойлаған ойы сол балаға беріліп отыр. Ішіндегі балаға әсер еткен. Өйткені бала ол дәлелденген дүние. Іште жатқанда бүткіл анасының күлгенін, жылаған бүткіл эмоциясын сезеді. Сонымен бірге сол переживанияның бәрін бірге өтеді. Яғни анасымен бірге қуанады, анасымен бірге жылайды, анасымен бірге, анасы өзін қалай сезінсе, бала да солай сезінеді. Егер оған тіпті бір ойланып психолог, профессор болудың да қажеті жоқ. Жүкті әйелдер, егер жүктілік кезінде бір спокойный, күліп ойнап жүрсе, жаңағында бір настроениесі болып, баласы туғаннан кейін біреулердің баласын емізіп қойса, жаңа томпиып тамағын жеп отыра береді. Біреудің баласы қолды аяққа тұрмай, шыңғырып, жылап, айғайлап жатады ғой. Вот сонда мен әйелдерден сұраймын, сен жүктілік кезінде өте, наверное, жаңағындай бір ашуланып, өзің жылап, сықтап, жаңа психованный болып жүрдің, сондықтан балаң да сондай десем, действительно сондай. Яғни әйелдердің өздері де мойындайды. Жүктілік кезінде 9 ай бойы құрсағында баласын әйелдер тәрбиелейді. Яғни жаңағы адам қайтыс болған кезде жасына 1 жас қосып шығарады ғой. Демек, біздің 9 ай анасының құрсағындағы өмірі ол алғашқы тәрбие.
бекер айтпаған ғой, жаңа балаңды 3 жасқа келіп тәрбиелеуге қашан бастасам дегенде сен кешігіп қалдың деп. Туылған кезде де кешігіп қалады екенбіз. Өйткені тәрбиені анасының құрсағынан бастауымыз керек. Мысалы, музыканттардың балалары музыкант болып, музыкант түсініп жатады, туыла салып. Өйткені анасының құрсағында сол музыкант тыңдап өседі. Сосын дәлелденген дүние, егер бала рок музыкант тыңдаса, порог развития, яғни даму ақаулар пайда болады екен. Егер бала жаңағындай бір әдемі музыкалар тыңдап өссе, сол музыканы кейін туылғаннан кейін қосса, бала жеңіл тез ұйықтап қалады екен. Сондықтан анасының құрсағында жатқан кезде жаңағындай психологиялық себептер дегеннің содан шығып жатыр осының әңгіменің барлығы. Яғни әйел, мысалы кейде болады ғой, әсіресе қазақта бізде қыздарды алып қашып кетеді. Ол мысалы сол адамды қаламай қосылған болуы мүмкін де, бірақ енді санасы айтады, сен бала туылуың керек, ана болуың керек деп. Бірақ бейсанасы ол еркекті ол қаламайды, ол содан бала туғысы келмейді. Сол кезде де бедеулік проблемасы психологиялық себептен қалыптасуы мүмкін. Немесе дәл сол сияқты әке-шешесі қинап үйлендірсе де, жаңағы бір ер адамдардың да мысалы бедеулігі психологиялық себептен болады екен. Мысалы, сол әйелге бала тудырғысы келмесе, бейсаналы түрде, мысалы, өзі әке болғысы келуі мүмкін. Бірақ ода да сол сперматозоидтарда, видимо, сондай информация кетеді, ұрықтандырмайды. Сондықтан психологиялық себеп бірінші кезекте қарастырылу керек. Тіпті мына Испанияда ғалымдар зерттеген, оларда эко жасаған кезде өте жақсы проценттер шығады екен. Өйткені біздің Қазақстанда дәл сол технология, мысалы басқа мемлекеттерде, бірақ эко жаңағындай жақсы нәтиже бермейді. Сол кезде неге деген кезде, оказывается, эконың алдында психологтар әйелдермен жұмыс істейтін, паралармен, яғни жаңа отбасы ерлі-зайыптылармен психологтар жұмыс істеп, олардың жаңа миындағы блоктарды шешіп, неге ол бедеулік проблемасы туындады. Сонымен жұмыс істегеннен кейін, тіпті кейде өздері ешқандай экосыз да жүкті болып кететін жағдайлар тіркелген. Сондықтан бірінші кезекте, мына ана атаның басына барып қонып, мына атаның басына барып қонып, соң кейін жүкті болып кетті, бала көтерді деген әңгімені көп естиміз. Сол қаншалықты рас, егер рас болса, соған шынымен не көмектеседі? Әрине ол рас емес, бірақ адамның сенімі, ішкі нанымы, мысалы, маған бір нәрсе көмектеседі. Тіпті кейде біреу жаныңыздан түшкіріп өтіп кетсе, мен қазір ауырып қалам десеңіз, ауырып қаласыз. Жоқ, сондай оқиғаларды мен өзім көп естідім. Біздің ауылда да бар, мысалы, кім деген атын ұмытып отырмын, бір әулие адам дейді, кезінде бір үлкен атаның. Соны бала көтермегендер соның басына барып бала сұрайды, мінәжат жасайды, кейде қонады. Соны айтады, соны қайтып келгеннен кейін міне осылай бала көтерді деген әңгімені көп естідім де мен осы бала кезімде де кейін де естіп жүрем, түрлі әдебиеттерін естіп жүреміз, өзің де естіген шығарсың. Бізге де әйелдер келеді, ана бақсыға бардым, мына бақсыға бардым, әулиені араладым. Айтып тұрмын ғой, адамның ішкі сенімі. Мысалы, ода ешқандай причина болмауы мүмкін. Соған барып келгеннен кейін маған сол нәрсе көмектеседі деген миымдағы сенім, тіпті плацебо дейміз ғой, яғни бір дәріні, керемет дәрі деп адамға беріп жіберсе, сол сияқты мына әулиеге барып, ана адам көтеріпті, сен де барып түнеп кел десе, әйелде жаңағындай психологиялық тұрғыдан маған сол нәрсе көмектеседі деген наным. Сеніп барса көмектесуі әбден мүмкін ғой. Сосын білесіз ғой, бақсылардың бірінші айтатыны маған сеніп кел дейді ғой. Сенбесең келме. Яғни бұл жерде де олар күшті психологтарда сеніп келген кезде қамшымен бір қойса басынан, болмаса басқа жерінен, ол бала көтеріп кетеді. Сонда адамның сенімі ғой басты шарт. Мен ана Мясников деген Ресейдің бір мықты дәрігері бар. Телеканалдарда көп хабар жүргізеді. Өзі бір ең ірі Мәскеудегі клиниканың басқарушысы, тәжірибелі, Америкада жұмыс істеген. Сол кісінің бір интервьюін тыңдаған кезде айтады, лже беременность деген. Адам, әйелдер сондай шынымен бала көтерсен деп қатты аңсаған кезде, кәдімгідей іші өсіп, омыра өсіп, сүт пайда болып, бала бар сияқты, бірақ өзі түсірген кезде қараса ішінде бала жоқ дейді. Сол оны лже беременность дейді екен, және де еркектерде де болған, тарихта болған дейді. Еркек адам соғыршаны баланы аңсаған, бала болып кетсең деп. Соң кейін оның іші өсіп, соның ағзасы кәдімгі бала тууға бейімделіп, гормоналдық түрде өзгеріс бола бастаған дейді. Бұл сол плацебоның әсері ғой.
плацебоның әсері Масляковсыз ақ ағай, менің тәжірибемде де сондай болған оқиға. Маған иә, менің тәжірибемде мен жаңағы әйелдер кеңесінің заведующий болып тұрған кезде, бөлім меңгерушісі болып тұрғанда, маған жалғызса проел келеді. Маған деді, сенің дәрігерлерің мені учетқа алмай жатыр дейді. Сосын енді отырғызып сұраймын, неге алмай жатыр, кім алмай жатыр? Осындай мына дәрігер мені учетқа алмайды. Сосын айтамын, мүмкін емес қой учетқа алмау. Сен беремендейсің бе? Иә, беремендеймін. Жүктімін мен. Сосын мен түсінбеймін. Сосын ана дәрігерді шақырып аламын. Неге учетқа алмайсыңдар? Жүкті әйел, өзім түсінбей отырмын ба? Өскен бе? Иә, сосын кейін ол отыр менімен бірге әңгімелесіп, сосын кейін айтады, мен ішім өсіп жатыр, мен де алдында да қайтарып жіберген мені. 2 айдан кейін кел деп айтты, 2 айдан кейін келдім, 3 айдан келдім, мен 3-ші рет келіп жатырмын, учетқа алмайды мені деп, мен жаңағы әйелге, жаңағы врачқа жалғызып отыр. Сосын дәрігерді шақырып аламын, айтамын, неге учетқа алмайсыздар? Сосын ана әйел жаңағы дәрігер күледі, жаңа уақытына УЗИ-ні алып қараңызшы дейді. Сөйтсем қолында 10 УЗИ бар, сенесіз ба? 10 УЗИ әр жерден өткен, 10 заключение. Ешқайсында беременность жоқ. Бірақ әйел жаңағы мен беременныймын дейді. Сендер дейді, сосын кейін маған айтады, одан кейін уже сіз екіқабат емес екенсіз ғой, қолыңызда 10 УЗИ тұр ғой, енді ешқай барлық жер 10 түрлі УЗИ-де өткен, бір специалист емес. Барлық жерде жүктілік жоқ деп тұр ғой, енді сіз қалай учетқа аласыз? Менің ішім неге өсіп жатыр онда? Мен уже скоро мен балам туу керекпін. Мен роддомға барам, сол кезде сендер тағы мен қабылдамай қоятын шығарсыңдар. Маған балама бірдеңке болсын, мен сендер сотқа берем. Мен не дерімді білмейсің ана әйел. Түрінен қарасаң сау, кәдімгі учетта тұрмайтын әйел. Сосын мен фамилиясын жазып, әдейі психдиспансерге звондап білдім, мынандай адам сендерде учетта тұрмай ма? Бізге келіп мені учетқа алмадыңдар деп жаңағы шу шығарып жатыр. Деп айтсам, бізде ондай адам учетта тұрмайды дейді. Сөйтіп, яғни ондай болады бізде әйелдерде. Жаңағындай іші өседі, прям ішінде қимылдайды бала, тебеді, мен оны сезем деп тұрып айтады. Ол енді адамның жаңа қатты қалаған кезінде болатын дүние. Сосын мына миома деген ауру бар ғой әйелдердің арасында, кең тараған аурулардың бірі. Сол ауруды да зерттеген кезде, әйел мысалы қатты бала туғысы келген кезде, болмаса мысалы бала жүкті болып сүт тастайды ғой. Сондай кезде жатыр, мысалы бала туғысы келеді. Жатырдың қызметі бала туу, ол қызметін атқара алмайды, не істейді, өзіне бала өсіріп алады. Сол миома, яғни ет өсіп шығады, бала өсіріп алады, былайша айтқанда, психологиялық тұрғыдан. Сондай да бұл, мысалы сосын миома деген ол өсе беріп, кәдімгі іші дәу, екіқабат әйел сияқты, еще ішін ұстасаң қап-қатты май емес, кәдімгі бала сияқты. Сондай да болуы мүмкін. Ол негізгі мен қазір психосоматиканы, соның ішінде плацебоны өте қатты терең зерттеп кітаптарды оқып жатырмын да. Сол Мясниковты оқыдым, диспензияда сонда Мясниковтың өзі айтады, егер де біз плацебоны дұрыстап зерттеп, ғалымдар соның түбіне жететін болса, фармацевтикалық заводтардың бір 90%-ын жауып тастауға болады деп. Сонда аурулардың көбі психикадан, адамның ойынан, рухы мен тәнінің байланысынан, және де оны емдеп жазуда да сол психиканың орны ерекше болып отыр, әйтпесе сол бір бәленбай ғасыр бұрын қайтып кеткен аруақтың басына барып қонғаннан адамның бала көтеріп кетуі, ол ана наным сенімнен болып отыр ғой. Ана болмаса бір бақсыға барып, әулиеге барып, соның бір ұшықтағаннан, болмаса тағы бірдеңке бір істегеннен соның болып кетуі, бұл жаңа плацебоның эффектісі болып тұр ғой, керемет. Яғни психологияның есептесі керемет ғой. Иә, бүгін ғана маған бір әйел келді, бүгін қазір есіме түсіп отыр. УЗИ-да жаңағы маған бүгін жаңағы срогымды анықтап беріңізші деп УЗИ-ға келді. 5-6 апта жүктілік, мына жаңағы 4 баласы бар, 5-шісін туғысы келеді, 4 қызы бар, ұл туғым келеді дейді. Сосын жаңағы 5 апта жүктілік деп заключение жазып беріп жатсам, маған өзі күледі. Сіз маған осыдан біраз ай бұрын мен сізге келгем дейді, мен ұмытып қалыппын ол кісіні. Сіз маған болды, 4 балаңыз бар екен, немере бағыңыз деп шығарып салғансыз, тумайсың деп шығарып салғансыз. Балаңызды үйлендіріңіз да, үлкен балаларыңыз біраз жыл күтіңіз, сосын үйлендіріңіз да, немере сүйіңіз деп шығарып салып едіңіз. Мен көрдіңіз бе, мен екіқабатпын дейді. Оның алдында ол бір 2 жыл көтере алмай жүріпті. Жаңағы соңғы баласынан кейін біраз жыл сақтанған, содан кейін 2 жыл уже бала көтергісі келеді, көтере алмаған екен. Сөйтіп маған келген ғой, мен сөйтіп шығарып салыппын. Сосын мен күліп жатырмын ол кісіге. Осыдан біраз жыл бұрында дәл сондай бір оқиға болған. Тоже бір баласы 18-ге келіп қалған бір әйел,
келіп, мен тағы да бір балаларым өсіп кетті, студент болып кетті, мен бір бала туғым келеді, 40 жаста күйеуіміз екеуміз бағып отыратын, ана екеуі уже ересек деп сөйтіп келеді маған. Сосын мен де айтыппын, балаңды үйлендір де немере бақ деп. Сөйтіп кеткеннен кейін ол әйел де 2-3 айдан кейін маған жүкті болып келді. Бұл жерде не айтқым келіп тұр? Мен айтамын, мен сөйтіп жаңағы немере бақ деп жіберген әйелдің бәрі 2 қабат болып келеді деп күліп жатырмын ғой ана әйелге айтып. Сонда әйел адам қатты бала туғысы келсе, туа алмайды. Ол жаңағы ғылыми прям дәлелденген дүние. Өйткені эмоция, мысалы миы, мысалы мен әйелдерге айтамын, мысалы неге алқаш әйелдер баланы туа береді? Оған керегі де жоқ оның. Бірақ Құдай Алла тағала соған бере береді, үстіне береді. Ал енді бала туғысы келіп жүрген әйелдер, жете алмай жүрген адамдар соған жете алмай жүреді. Өйткені оның миы не загруженный, алқаш әйелдің миы. Ештеңені ойламайды ол. Жаңағы шейкасы жыныстық қатынас кезінде спокойно, сперматозоидтер спокойно өтеді. Ал ана бүйтіп тырысып, ойбай деп миының бәрі информацияға толып, бала тусам екен деп тұрған әйелдің миы оған айтады, тұра тұршы, сен что-то загруженныйсың. Какой бала? Біз өзіміз миымыз қатып отыр мына жақта деп бейсаналы түрде. А мен ана болды, немересі бала тумайсың деп жібергеннен кейін болды, ситуацияны жібереді, спокойно жүреді. Денесі босайды. Иә, денесі босаңсы, сөйтіп бала туады. Сондай оқиғалар біздің практикада да кездесіп тұрады. Сіз дұрыс айтасыз, жаңағы психосоматиканы біз ұмытып кеттік. Искусство врачевания деген бір кітап оқығаным бар. Сол кезде біз көбінесе қазір ғылымның техниканың дамуына байланысты тіпті пациенттермен сөйлеспейді екенбіз. Мысалы, бұрын ешқандай МРТ жоқ, КТ жоқ, УЗИ жоқ. Дәрігерлер пациентпен сөйлесіп, дұрыс диагноз қойып, дұрыс адамдарды емдеген. Қазір сіз дәрігерге барсаңыз, есігін табалдырығын аттамай жатып, айтады, УЗИ өтіп келіңіз, МРТ өтіп келіңіз, анализ тапсырып келіңіз. Тіпті сізбен сөйлеспейді. Ал бұрын МРТ болған жоқ, қалай болды, иә? Оның барлығы нені көрсетеді бізде? Коммуникация, яғни жаңағы Гиппократтың өзі айтқан ғой, егер пациент дәрігермен сөйлескеннен кейін жаны тынышталып қалмаса, ол дәрігер емес. Яғни пациентпен сөйлесу керек. Тіпті кейде бір аурулар бол, мен ана жерім ауырып тұр, мына жерім ауырып тұр деп, сөйтіп келгеннен кейін еш жеріңіз ауырмайды, сіз саусыз деп жіберсеңіз, пациент шынымен сау болып сіздің кабинетіңізден шығып кетеді. Болады сондай жағдайлар. Өзінен ауру іздеп жүретін адамдар болады, менің ана жерім ауыратын сияқты, мына жерім ауыратын сияқты деп. А сен саусыз болды, бар деп шығарып тастасаң ол пациентті, ол бәрібір қайта айналып келеді. Что-то мен бәрібір де мына дәріні іштім, бәрібір қоймайды деп. Егер дұрыс соған түсіндіріп, ол сізде ондай емес, мінекей деп бүткіл снимогын, УЗИін көрсетіп шұқып, әрине оған уақыт керек. Бүгінгі таңда поликлиникада білесіздер, очередь, ешкім сөйлеспейді, сондай заман болып бара жатыр ғой енді. Адамдармен коммуникациясы. Егер біз соматиканы, психосоматиканы көбірек қолға алсақ, біздің дәрігерлер, меніңше, енді әрине аппендицит сияқты ауруларды емдей алмаспыз, оған операция жасау керек. Бірақ көптеген аурулардың алдын алуға болады. Әсіресе неврологиялық аурулардың, давление, гипертония, сахарный диабет барлығы стресстік жағдайлардан пайда болады. Соны мысалы пациентке түсіндіріп, сосын біздің министерство қалай онымен күресіп жатыр? Қазір социальный работник дегендер қосып жатыр. Мысалы дәрігердің шынымен оны аурумен сөйлесіп, жағдайыңыз қалай, балашағыңыз қалай деп отыратын уақыты жоқ қой. Социальный работник, яғни әлеуметтік жұмысшы больницада жаңа гипертоник науқастарға барып, дәрісін қалай ішу керек күніне, давлениясын өлшеп, мына таблетканы былай іштіңіз ба, сондай ол мысалы ешқандай медициналық білімі жоқ адамда болуы мүмкін. Социальный работник деген солар патронаж жасап, учетта тұратын науқастарға барып, соны түсіндіреді. Соның шынымен де нәтижесі өте жақсы. Тіпті кейде дәрігерлерден де жақсы түсіндіреді ол кісілер. Бедеуліктің көбеюінің себебі неде қазір? Бұрын 15-тен бала табатын, қазір 1-2 бала таба алмай, 1 бала таба алмай жатыр. Әрине оның себебі көп. Біріншісі цивилизация дейміз ғой енді. Ерте жаңа кеш тұрмыс құру, кеш үйлену. Бірінші себеп. Екінші себеп ерте жыныстық қатынасты бастау. Әсіресе ер адамдарда да, мысалы, неге бедеулік жаңа айттым мен, бұрын 20-30% болған. Ал қазір жаңа айттым 50-ге 50 әйелдерде де, еркектерде де. Өйткені ерте жыныстық қатынасты бастайды. Және жаңа жыныстық партнерлардың жиі өзгеруі. Өйткені әрбір адамның өзінің микрофлорасы бар.
мысалы әртүрлі половой партнерлар өзгерген сайын микробтар да өзгереді. Сосын жыныстық инфекциялар. Мысалы қазіргі таңда шынымен жыныстық инфекциялардан әлгі дерматовенерологтардың заманы жүріп тұрған кезең болып тұр. Өйткені жыныстық жолмен жұғатын инфекциялардың таралуы өте көп. Әсіресе өкінішке орай біздің ұлтымызда өте көп. Және олар көп жасырып жүреді соны, емделмей. Сөйтіп ол бір заманда бедеулікке алып келеді. Мысалы хламидиоз, трихомониаз деген аурулар басында байқалмайды. Ешқандай бір белгісі жоқ сияқты. Ал кейін біраз жыл өткеннен кейін жаңағы отбасылы болып бала дүниеге бала келтірейін деген кезде бедеулік проблемасы туындайды. Осы бір себеп. Екінші себеп әрине адамдардың дұрыс тамақтанбауы. Өйткені адамның ағзасындағы ең әлсіз клеткалар олар жас клеткалар. Жыныс клеткалары бұлар мысалы ер адамдарда әрбір 3 күн сайын түзіледі, әйел адамда айына 1 рет түзіледі. Жыныс клеткалар біздің ең әлсіз клеткаларымыз, өйткені олар ең жас клеткаларға жатады. Сол жыныс клеткаларға біздің тамағымыз, радиация, мысалы ер адамдар соткасын әсіресе мынау есіне беліне бұрын специально қап салып белінің тұсына тағып алатын. Соның барлығы радиацияның именно аталық және аналық бездердің радиациялануының сәулеленуіне алып келеді, және ол ерте бедеуліктің туындауына әсер етеді. И айтып отқан фанта, кола, дизи, спрайт, әртүрлі энергетикалық сусындар, қазір горилла деген көп ішеді жастар, сосын мынау Red Bull, соның барлығы бедеуліктің туындауына алып келеді. Кириешки, чипсы, олардың құрамындағы канцерогенді заттар бәрінің құрамында біз Е деген жазуды көреміз, бірақ сонда да ешкім өліп жатқан жоқ қой деп ойлаймыз да, ешкім осыны жеп жүр, елдің бәрі ешкім қырылып қалып жатқан жоқ деп. Бірақ сол біздің жеп жатқан тамағымыздың жаңағы табиғи болмауы, әсіресе қосылған тамақтар, соның барлығы соған алып келеді бедеулікке. Ал енді мына әйел бедеулігі неге байланысты, еркек бедеулігі арасында немеге бар ма? Айырмашылығы, себептері? Енді, себептері жаңағы почти бірдей пайда болу себептер. Гормональды бұзылыстар, жаңа инфекциялық аурулар, органдардың анасының құрсағында жатқан кезде органдардың дұрыс қалыптаспауы, мысалы, қалай айтсақ болады, ер адамда, сосын кішкентай кезінде, мысалы, ер адамдарда атит деген ауру болады, балаларда. Свинка дейді, пақ бездер сісіп кетеді. Сол кезде ер балалар сонымен ауырған кезде ертеңгі күні ол мүлдем абсолютті түрде бедеулікке алып келеді. Болашақта сондай балалар кішкентай кезінде ауырса, свинкамен, болашақта мүлдем 0% бедеулік, өйткені және ол емделмейді. Өйткені мына құлақ маңы бездері мен аталық бездің структурасы дейміз ғой, құрылымы. Құрылымы бірдей. Сондықтан инфекция жаңа құлақ маңы бездерін бүлдірген кезде аталық безді де бірге бүлдіреді. Сосын кейін ол бала өседі, үйленеді, бірақ баласы болмайды, өйткені ұрық болмайды, сперматозоид өндірілмейді аталық ұрық безінде. Сондай себептер болуы мүмкін. Себептері енді жаңа инфекциялық ауру себептері бірдей, бірақ анықтау жолдары әйелдерде күрделі, еркектерде оңай. Мысалы, еркектер 2 анализ тапсырса, жеткілікті. Жаңағы ұрықтандыру қабілеті бар ма, жоқ па, соны білуге 2 анализ жеткілікті. Және өте оңай барады, анализін тапсырады, болды. Спермограмма, мар-тест деген тест болады, болды. Ал әйел адамда ол трубасын тексеру керек, гормонын тексеру керек, инфекцияға қан тапсыру керек, және ол инвазивный процедуралар, яғни жаңағыдай бір бара салып, анализін тапсырып кететін жағдайлар емес. Ал жаңағы барып кәдімгідей болезненный процедура дейді ғой, ауыртып, тіпті операция сияқты, мысалы, метросальпинграфия дейді, трубасы, түтікшесі өте ма, өтпей ма, соны анықтайтын жаңағы зерттеу әдісі бар. Бірақ ол өте, мысалы, кәдімгідей әйелге контрасттылық затты енгізіп, түтікшесін тексереді. Сондықтан әйел бедеулігін анықтау кішкене күрделірек. Сол үшін, мысалы, 1 жыл бала көтере алмай жүрсе, мен айтам, күйеуің 2 анализ тапсырсын. Егер бәрі дұрыс болса, болды, біз оны жібереміз, сосын сенімен айналысамыз. Ал егер 2 анализден қандай да бір кінәрат табылса, ары қарай урологқа барып, соның себебін анықтауына тура келеді.
баланың ақыл есінің дұрыс болуы, мына денсаулығының мықты болуы әкесінің жасына байланысты ма? Мысалы 60-тағы 70-тегі ер азаматтар, мысалы тоқал алып жатады, соның баласының кішкене осалдау болып туы, енді шалдың баласы, кәрдеген адамның баласы мүмкін ба, жоқ, оған қатынасы жоқ па? Ер азаматтың жасына. Негізі IQ, яғни мына ойлау дәрежесі көбінесе енді әрине прям толық дәлелденбеген, рандомизирленген, бір 100 мың, 200 мың қатысқан ондай исследованиялар жоқ, бірақ ғалымдардың шалға енді жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесіне сенсек, IQ баланың ойлау дәрежесі, ой қабілеті көбінесе шешесінен келеді. Енді әке шешесінің жасына келетін болсақ, 40-тан асқан кезде хромосомалық аурулардың болу жиілігі артады екен. Әкесінің де шешесінің де жасы. Мысалы генетиктер, біз жаңа айттым ғой, хромосомалық ауруларға бар жоғын анықтау үшін анализ аламыз деп, жүктіліктің 12-ші аптасында. Сол кезде егер әйелдің жасы 40-тан асқан, күйеуінің жасы 40-тан асқан болса, ол жаңағы высокий риск по возрастному фактору дейді, яғни әйелдің және күйеуінің жасына, баланың әке шешесінің жасына байланысты жоғарғы қауіп қатерге жатады. Яғни біздің геніміз өкінішке орай хромосомалық деңгейде жылдан жылға енді жасырмайды. Сондықтан хромосомалық мутациялардың болуы жас өткен сайын жоғары болады екен. Сондықтан жас кезде бала туылғанды өсті. 40-қа дейін дейсің ғой? Иә. Ал енді мына эко жасау, мысалы Қырғызстанда менің бір досым жасы келген, бір 55-тен асқан кезде әйелі де 50-ге қалған, осы Қазақстанға бір жыл бойы келіп жүріп, ақыры ұл бала жоқ болатын, сол экомен бала тапқызды. Сол жалпы эко деген не, эконы қай уақытта жасатқызу керек? Эко деген экстракорпоральды ұрықтандыру, яғни адамның денесінен тыс ұрықтандыру. Әйелдің ұрығын, еркектің ұрығын алып, пробирканың ішінде ұрықтандырады. Ұрықтанған ұрықты микроскоптың астында бақылап, өсіп жатқан, жаңа жизнеспособный қалыпты болып жатса, оны әйелдің жатырына қондырып береді. Бұны қай кезде жасауға болады? Мысалы, егер әйелдің түтікшесі, трубасы жабық болса, мен өзім онлайн семинарымда, мына гинекологиялық сабақта, труба деген не, түтікше деген не деп түсіндірген кезде айтам. Түтікше, труба, ол алтын көпір, оның бірақ қызметі бар. Көпір, ол екі аталық пен аналықты, екі ғашықты кездестіретін көпір. Егер ол көпір болмаса, біреу өзеннің ар жақ шетінде, біреу өзеннің бер жақ шетінде тұрады, кездесе алмай қалады. Сол сияқты, сол көпір егер жабық болса, труба, жаңа трубасы жабық болатын болса, онда сперматозоид пен аналық ұрық кездесе алмайды. Сол кезде пробиркада ұрықтандырып, әйелдің жатырына қондыруға болады. Абсолютті көрсеткіш, жатыр түтікшесінің өткізбеушілігі. Одан кейін, мысалы, еркектік фактор, хромосом, жаңағы сперматозоидтар жыныстық қатынастан кейін жылжып отырып, бүткіл кәдімгідей бәйгеге шапқан сияқты, аламан бәйгеге шапқан сияқты, бүткіл ана жатырдың микроскоптың астында көрінетін кішкентай жатыр бір примерно 30-40 сантиметр жолды жүріп өту керек. Ол микроскоптың астында көрінбейтін дүние. Сондықтан оған ол үлкен, мысалы, күш керек. Сперматозоидтар кейде, егер еркектік бедеулік болатын болса, олар қозғалмайды. Орнында қозғалып тұрады, немесе мүлдем қозғалмайды. Неподвижный. Сондай жағдайда жаңағы сперматозоидтың сапасын жақсартып, содан кейін қолдан гендік пробирканың ішінде, микроскоптың астында әйелдің ұрығын ұрықтандырады. Немесе донордың ұрығын алып, әйелдің ұрығын екеуін жаңа ұрықтандырып жатырға қондырады. Сонда екі жағдайда, яғни мужской фактор бесплодия дейміз ғой, еркектік фактор, ол да экоға абсолютті көрсеткіш. Мәселе оны жасатпау әрине өздері шешеді. Кейбіреулер енді бала сүю үшін бәріне барады ғой адам. Тіпті кейде әйелдің ұрығы болмауы мүмкін. Ол кезде күйеуінің ұрығын алып, басқа әйелдің ұрығымен ұрықтандырып, сол әйелдің жатырына немесе басқа бір суррогат ананың жатырына қондыруы мүмкін. Яғни әртүрлі көрсеткіштері бар жасаудың. Или мысалы әйелдің жатыры жоқ, әртүрлі жағдайлар болады ғой. Мысалы тумасынан жатыры жоқ болуы мүмкін. Немесе әртүрлі орталар өшіп қалды. Қосылайды.
айта бер. Немесе жаңағы жатыр жоқ кезде деп айттық қой. Операция кезінде, кесарево кезінде жатырды алып тастаған кезде біреудің жатырына экомен қондырып беруге болады. Сондай жағдайларда эко жасалынады. Енді экоға біреулер болады, болмайды, діни тұрғыдан әртүрлі көзқарастар бар, бірақ енді ол ғылымның жетістігі, жасау, жасамау, бару, бармау, ол әркімнің өзінің таңдайтын дүниесі. Жақсы, мен енді осы дайындалып қойған сұрақтардың бәрін қойдым. Көрермендердің сұрағына жауап берсек, бір жарты сағат. Кері байланыс беріңдер. Өте ауқымды, өте немене тақырып. Кеттік. Сұрақтар бар ма екен? Бала бедеулік деген не де бала? Бесплодие. Немене қайта-қайта сұрайды. Жақсы. Айтам, ерігіп отырау деймін. Сәлем, қандай керемет. Жақсы. Сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Эрозияны күйдіргем, енді көтеру қиын ба, соны уайымдап жүрмін. Нағима Қалқұлбаға сұрағын көріп отырсың ба кім? Маған көрініп тұрған жоқ сұрақтар, бірақ сіз оқысаңыз мен жауап бере берейін. Эрозияны күйдіргем, енді көтеру қиын ба, соны уайымдап жүрмін, апай дейді. Нағима Қалқұлбаға. Уайымдаудың қажеті жоқ. Эрозияны күйдіргеннен кейін босануға, тууға ешқандай әсері жоқ. Ешқандай уайымдамаңыз, бәрі нормально дейді. Әйел адамдар қанша жасқа дейін бала көтере алады, қалыпты жағдайда? Нағима. Қанша жастан кейін көтере алады деймін? Қанша жасқа дейін көтере алады дейді? Дейін. Айттым ғой, климаксқа дейін көтере алады. Біреуі кеш келеді. 60-қа дейін көтере беретіндер болады ғой? Болады. Егер климакс, мысалы біздің әжелерімізді осы жерде айта кетейін, неге климакс кеш болған? Өйткені әжелеріміз біздің мысалы кеш 50-де де туа берген. Неге десеңіз, оларда мысалы көп бала туған. Әйел мысалы бала көтеріп жүрген кезде, бала емізіп жүрген кезде итеккір келмейді. Ұрықтың барлығы аналық безінде сақталынып тұрады. Сол үшін кейінде мысалы ұрық сақталынып тұрғаннан кейін ол жаңа климакс кештеу болады. Және 50 жастан асқаннан кейін де бала көтере алатын болған. Жақсы. Мен дастар шығып отыр, енді бала көтеру қиындап жатыр аспа дейді. Енді бала көтеру қиындап жатыр дейді. Бала көтеру қиындап жатыр дейді, рас па дейді. Бала көтеру, енді бедеулік, жылдан жылға біріншіден бедеулік проблемасы өсіп келе жатыр. Екіншіден денсаулық индексі дейді ғой, әйелдердің арасында асқыну жүктілік кезінде көбейіп келе жатыр жылдан жылға. Бұрын мысалы преэклампсия деген асқыну реанимацияда біреу, екеу жатса, ойбай деп жаңа таңғалатынбыз. Ал қазір реанимацияда, пит палатада жүктілер қаптап жатады. Өйткені денсаулық индексі өте төмен әйелдердің арасында. Бала туу жасындағы әйелдердің арасында анемия көп, давление көп, сахарный диабет көп, соған байланысты асқынулары да өте көп. Бұл енді әйел адамдардың аз қимылдауынан, мына физикалық жұмысты аз істеуінен де кеселі бар ма? Мүмкін емес, содан да. Өйткені енді мысалы бұрын білесіз ғой, азанмен таңертең тұрады, жаңа сиыр сауады. Қазір кешке дейін компьютердің алдындамыз ғой бәріміз. Осал дейсің ғой? Осалмыз енді. Сосын бұлшық еттер де өте аз. Мысалы босану кезінде жаңағы бұлшық еттердің жұмысы ғой босану деген. Жатырдың жиырылып, бұлшық ет баланы жиып, баланы қуып шығу керек жатырдан. Сол бұлшық ет өте әлсіз. Жалпы физиологиясына осал болғандықтан ғой көп. Қатты қайтарым жұмыс істемегеннен кейін. Жақсы, келесі сұрақты. Эко кепілдік бере алмайды дейді. Неге кепілдік бере алмайды? Кіндіктен қан аламыз деп көп балаларды өлтіріп алады ғой, оған кім кінәлі дейді. Аслан Мұсахан. Кіндіктен қан аламыз деп көп балаларды өлтіріп алады ғой. Бұл сұрақ бізге де жиі қойылады. Жаңағы генетиктер айттым ғой, генетиктер кіндіктен қан алуға жібереді анализ деп. Плацента центез, корда центез деп аталады анализдің аты. Осы күнге дейін біз, мысалы, мен өзім әйелдер кеңесінде істеп жатқаныма 10 жылдан асты. Құдайға шүкір, ешкім өлген жоқ, балалардың бәрі тірі. Жақсы. УЗИ-да әйелдерді қорқыта береді ау, бизнес-ау дейді. УЗИ-да әйелдерді қорқыта береді. Не үшін қорқытады әйелдерді? Мысалы, маған қорқыту тиімсіз. Ұрықтың сапасын арттыру үшін не істеу керек дейді? Ұрықтың сапасын?
Ер адам ба екен, әйел адам? Ер адам қойып отыр. Аха. Ұрықтың сапасын жақсарту үшін алкогольдің сусындарды мүлдем ішпеу керек. Алкоголь сперматозоидтарды өлтіреді. Әсіресе пиво. Екіншіден, дизи, горилла деген сусындардан мүлдем бас тарту керек. Оларды ішпеу керек. Үшіншіден, бауыр мен бүйректің жұмысы жақсы жұмыс істеу керек. Сосын қазір ер адамдар бауыр мен бүйректі тексертіп тұру керек. Бауыр мен бүйрек жұмыс істеу керек. Сосын мысалы тамағымызға байланысты бауыр мен бүйректің жұмысы, өйткені фильтр ғой. Мысалы біз бауырымызды улайтын болсақ, әртүрлі тамақтарды жеп, майлы тамақты көп жегеннен, қуырған тамақты көп жегеннен болады ғой бауырдың ауруы. Майлы, қуырылған, ашты, тұщы, жаңағы острый дейді ғой. Сол тамақтар сосын бүйрекке жаңағы айтып өткен сусындар өте зиян, пиво әсіресе өте зиян. Одан кейін мына ер адамдар қазір машинада көп отырады ғой. Сол сидячий образ жизни. Өйткені малый таз, мына кіші жамбас қуысында застой крови, яғни қанның айналысы нашарлайды. Ол еркектерге де емес, тек қана әйелдерге де байланысты. Сонда көбірек жүгіру керек, қимылдау керек. Иә, көп отырмау керек. Көп отырған кезде, мысалы, егер енді жұмыста отыру керек болатын болса, орнынан тұрып, кішкене қимылдап, сосын қайтадан отырып, өйткені отырған кезде кіші жамбас қуысындағы тамырлардың жылуына байланысты қан айналым бұзылады. Сол кезде жаңағы аталық пен аналық ұрық безінің жұмысы бұзылады. Ол бір жағда. Екіншіден, жаңағы сиденияда, машине деп айтып өттім ғой, машинеде отырған кезде подогрев сидения деген болады. Жаңағы сиденье отыратын, орындықты қыздыратын. Соны ер адамдарға қолданбаған жөн. Өйткені мысалы бір суық. Иә, мысалы әйел мен еркекті жаратқан кезде барлығы керемет жаратылған ғой о баста. Әйелдің аналық ұрық безі, шқуысында, жылы жерде. Еркектікі сыртында, салқындау жерде. Неге? Өйткені сперматозоидтар 37-38 градуста өліп қалады олар. Ол салқын жерде тұру керек. Дене температурасынан 1-2 градус салқын жерді жақсы көреді. Ал егер подогрев сидения болатын болса, именно астынан қыздыратын болатын болса, ол сперматозоидтардың сапасын білдіреді. И іш киімді таңдаған кезде ер адамдарға қыспайтын кең іш киім киген дұрыс. Өйткені семейный деп айтып жатады ғой, семейный трусы. Сондай киген дұрыс. Андай плавкилар денесіне мысалы жақын тұрғандықтан температураның көтерілуіне байланысты ұрықтың сапасын білдіреді. Суықта тұру керек дейсің ғой? Енді дене температурасынан 1-2 градус. Қатты сүтіп алудың да қажеті жоқ. 1-2 градус жоғарылау, 37-38 градус. Мысалы, адамның денесі 36-37 мен арасында болатын болса, ол примерно 35-36-ның арасында. Яғни, жаратылған кезде біздің денемізден тыс шығады ер адамның ұрық безі денесінен сырт тұр. Әйелдікі ішінде тұр. Әйелдікі ол ішті жылуды жақсы көреді. Ер адамдікі кішкене салқында тұр керек. Яғни, сперматозоидтарды сапасы жақсы болу үшін, мысалы, варикоцеле деген ер адамдардың бедеулігінің себебі бар. Варикоцеле қан тамырларының кеңейіп кетуі жыныс мүшесіндегі. Өйткені қан тамыр кеңейіп кеткен кезде ол жерде қанның баяу ағады, температура көтеріледі. Сол себепті бедеу болады ол ер адамдар. Келесі. Жақсы, келесі сұрақтар. Сперманың сапасын жеткізу үшін не істеу керек? Ұлы сөздер яшаудың көбіректер, бойдағы жігіттердің көкейінде жүрген сұрақ дейді. Сперма жоғары таман. Сперманың неменесін 70-80%-ға сапасын дейді. Жаңа айтты ғой, арақ ішпеу керек, кола ішпеу керек, сонан кейін көп отырмау керек. Сонан кейін жылы жерде отырмау керек. Иә, сосын атпен шабады ғой? Ат. Яғни соның өзі простатаның массажы, яғни ер адамның бедеулігінің және жаңағы белсіздігінің алдын алады. Содан кейін тамақтану мәселесін, мысалы, қандай тамақты көбірек жиі ішкен жақсы, мысалы, жаңағы сапасын көтеру үшін? Табиғи тамақтар. Мысалы, мына сүтті ішсең керемет болып кетеді деген сөз емес. Сүттің табиғи болуы, еттің табиғи болуы, таза болуы маңызды. Сосын ет жемеу деген мәселе болмау керек. Ер адамға да, әйел адамға да ұрық клеткалардың өндірілуіне белок керек. Белок ол етте. Сондықтан жаңағы китайский лапша деген тамақтарды мүлдем рационнан алып тастау керек.
Ал енді басқа бір жеміс жидек, бір мысалы басқадай бір некелерді айтады, құрма, ондай неме жоқ қой. Жаңғақ. Бұның бәрі сол продукцияның рекламасы. Ол продукттың рекламасы, да? Иә, тамақтың пайдалысын жесе, ол адам ағзасына барлық дүние керек, аз мөлшерде. Құрма да керек, алма да керек, ет те керек, бәрі керек. Бірақ табиғи таза. Біздің аталарымыз жаңғақ та жеген жоқ, құрма да жеген жоқ, лимон да жеген жоқ, бірақ онан баланы таптырды ғой. Иә, өйткені таза күйде ет жеді. Мысалы, таза күйде ет жеді, атқа мінді, далада шынық, суық ауада жүрді. Соң кейін мықты балалар тапқызды. Келесі сұрақтар. Төмен қара, эфир. Аға, тағы бір сөз айта кетейін, жаңа 80%-ке жеткізу жайында. Не жайлы? 80-90%-ке жеткізу деді ғой жаңа спермограмманы. Даусын көтер. Бұл жерде оны 80-90%-ға жеткізу деген бір меже болмау керек. ВОЗ бойынша, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымы бойынша, ер адамның 25%-дан жоғары болса, ұрықтану қабілеті сақталынады екен. Өйткені сперматозоидтардың активный дедік қой, жаңа алдыға қарай жылжитын, жүре алатын, қашықтыққа, аламанға қатыса алатын проценті 25%-дан жоғары болу керек. Сол кезде ұрықтандыра алады. Өзі 300 миллион ұрыққа дей ма, 100 миллион ба қанша ұрық шашылады? Bir bala өмірге үшін. 300 миллиондай болуы мүмкін. Сол мысалы, әлгі сұйықтық бөлінеді, сол сұйықтықтың ішінде сперматозоидтардың миллилитрға шағып есептейді. Сол миллилитрға шағып есептеген кезде сперматозоидтардың 25%-ы қозғалатын ешқандай ауруы жоқ болу керек. Өйткені кейде сперматозоидтар басы жоқ, жаңағы құйрығы жоқ, орында қозғалмайтын, бір орында тұрып қалатын, мүлдем қозғалмайтын, или қозғалса да өзінің тентек қой сияқты бір орында тұрып қозғала беретін, алдыға қарай емес. Сперматозоидтар алдыға қарай жылжу керек та, еще жарысу керек бір-бірімен. Соның ішінде қайсысы жеңіп бірінші жетеді, және бір сперматозоид қана барса, ол ұрықтандырғанымен ұрықтанмайды ары қарай. Ары қарай ұрықтың дамуына қажетті ары қарай келген сперматозоидтар да оған көмектеседі. Сол үшін 25% жеткілікті. Келесі сұрақ. Әрине 90% күшті әрине. Келесі. Қалай алдын алу керек? Свинка болса, қалай алдын алу керек дейді? Свинка ол инфекция ғой. Қалай кішкентай кезінде баланы ауыртпауға тырысу керек. Бұл баланы әсіресе. И ауырып қалған күннің өзінде тезірек инфекционистке барып, сол инфекцияны тез құлақ маңы безін зақымдап жатқан кезде, ол бірден қан арқылы аталық безінде зақымдап үлгермей жатқан кезде, баланы тезірек емдетіп, инфекционистке барып, педиатрға қаралып тезірек емдету керек. Әрине оны біз толық алдын ала алмаймыз. Мына бедеулік көбейіп кетті, осы кейінгі салынып жатқан немеден емес па дейді, екпелерден емес па деген бір сұрақ қойылды жаңа. Күдік бар, иә? Алдында екпе жайында айтқан кезде айтқан болатынбыз. Екпелерді біз өндірмейміз өкінішке орай. Және біз ешқандай ғылыми бір зерттеулер жүргізіп жатқан жоқпыз ғой елімізде. Мысалы, мына 2000 жылы мынанша балаға екпе енгізілді, және оларды біз 30, 40, 50 жасына дейін бақылап не болып жатыр деп ешкім ғылыми дәлелдеу жүргізіп жатқан жоқ. Біз тек қана шет елдің айтқанына сеніп, соны алуға мәжбүрміз өкінішке орай. Сол үшін олардың айтқанына сенсек, ешқандай екпе бедеуліктің себебі емес. Енді оны ақ-қарасына жету үшін біз өзімізді лаборатория ашып, өзіміз екпелерді жасауымыз керек. Оған біз той-тойлап, шегіртке болудан пока қолымыз тимей жатыр. Кеттік, мен екпеме салдырмадым, Аллаға шүкір денсаулық 100-100 жақсы. Екеудан туылған балдар ұрпақсыз болады деген рас па дейді? Осыдан 2 жыл бұрын ғылыми конференция болды эко жайында. Осы мәселені сол жерде қозғадық. Өйткені білесіздер, эконың Қазақстанға келгеніне прям көп жыл бола қойған жоқ. Бір ғылыми дәлелдену үшін 100 жыл өту керек бір нәрсе енгеннен кейін. Бізде Қазақстанда 100 жыл бола қойған жоқ. Мысалы, ең алғаш рентген сәулесі шыққан кезде, рентген деген ғалым, сол рентген сәулесін ойлап тапқан кезде, білесіздер,
бүткіл аяқ киім сататын магазинде рентген аппараттар тұрған. Аяқ киімді киесің, аяғыңда дұрыс тұрма тұрған жоқ па, рентгенге түсіріп көресің. Сосын келесің рентгенге түсіп, қалай тұр, ішінде аяғым саусақтары башпайларын қысып тұрған жоқ па, соны солай тексеретін болған. Кейін бір 50 жыл өткеннен кейін рентген сәулесі сол магазинде істейтін сатушылар ракпен ауыра бастаған. Содан кейін ғалымдар ойлана бастайды, неге ол ракпен ауырады, рак кожи дейді ғой, жаңағы терінің рагы. Сөйтіп дәлелдеп, кейін ол рентген сәулесінің адам ағзасына зиян екенін, жылына бір рет өту керек екенін дәлелденіп, оны мысалы сүйектерді тексерген кезде медицинада қолданады, бірақ күнделікті өмірде рентген сәулесін ешкім қолданбайды. Дәл сол сияқты 100 жыл өте қойған жоқ, бірақ шетелде ол айтансыз болуы біріншіден. Екіншіден жаңағы тұқым қуалау факторы бар. Мысалы, әкесі бедеу болды, шешесі бедеу болды. Сол проблема баласына тұқым арқылы берілуі мүмкін. Жақсы. Бедеуден туғаннан кейін бұл жігіттің сосоктары қызық сияқты болсын істеуге болады. Тренажер залда гантельмен айналыссам да кетпей қойды. Операция жасауға емшектерімді қимаймын дейді. Гинекомастия жайында айтып жатыр ғой, Ер адамдардікі болады ғой, бір әйел адам сияқты төсі емшегі кәдімгідей кішкене өсіп тұрады. Ол сүт безі, мысалы, медицинада біз өткен кезде, жаңағы мамология кафедрасында бізге бір сұрақ қойған, еркектерде сүт безі бола ма деп. Енді студенттер ғой, сол кезде еркектерде адам емес пе деп жауап берген. Сол жатқанда еркектерде де сүт безі болады. Бірақ сүт безі тестостерон деген гормондардың әсері көп болуына байланысты еркектерде өте кішкентай формада болу керек. Бірақ еркектерде де әйелдің гормондары болады қалыпты жағдайда. Олар көбейген кезде, эстроген гормоны көбейген кезде, ер адамның төсі жаңағы гинекомастия дейді, яғни әйелдің төсі сияқты үлкендеу формада болады. Ол кезде енді біріншіден эндокринологтың тексерістен өту керек, может быть гормональный бұзылыстар болуы мүмкін. Оны алып тастағаннан, егер гормональды фон өзгермесе, қайтадан өсіп шығады. Ол бірінші себеп. Және екінші себеп, ол сүт безі емес, майлы тін болуы мүмкін. Май жиналған. Ол үшін бұна жаттығу жасағанда төстегі майды кетіретін жаттығулар жасау керек қой. Оны жаңағы тренермен ақылдаса отырып, солай жасау. Өйткені ол жерде тек қана без емес, май тіні де бар. Соны біріншісі эндокринолог қабылдау керек. Егер эндокринолог бәрі дұрыс десе, онда төстегі майды кетіру керек. Жақсы, рахмет. Вакцина жайлы әсері жоқ, жаңа айтып кетті. Қандай лабораторияның қызметтерін мақтай аласыз дейді. Бұл кісі Талғарда тұрады. Ер адам отбасын құрмай жатып, сол қыздардың ДНК ақпараттары, еркектің ДНК ақпараттарына әсер берілуі мүмкін бе? Мачо болса, ер адам отбасы құрмай тұрып, сұрақ мүлде түсініксіз, төмен қарай, думан түсініксіз. Бала іште 2-3 рет шетінеді, не үшін ондай болады, айтасыз ба дейді. Жаннат Каркимбаева. Іште 2-3 рет шетінеді дейді бала, не үшін ол? Ол неден болуы мүмкін? Біріншіден, бұл жерде жүктіліктің қай аптасында шетінегеніне байланысты. Жүктіліктің кішкентай апталарында көп шетінейді. Оған кішкентай апта неше аптаға дейін? 4 апта, 5 апта? Жүктіліктің 12-ші аптасына дейін. Алғашқы айларында. Алғашқы 3 ай деп айтамыз ғой. Енді қараңыздар, бізде қайтадан айтам, Қазақстанда ешқандай ғылыми жұмыс жүргізілмейді. Бізде мысалы түсік болғаннан кейін түсіктің материалын алып, ешкім зерттеп, лабораторияға алып отырмайды. Қанады ма, қанады, түсті ма, түсті болды. Сонымен аяқталады. Ал шетелде сол аборт жасалған материалдарды зерттейді. Сол кезде олардың дәлелдеуі бойынша 80% жүктіліктің алғашқы апталарында болатын түсіктің 80% бұл хромосомалық аурулар екен. Ғалымдардың айтуы бойынша айтады, егер бүткіл ұрықтанған ұрықтар дүниеге келетін болса, біздің жер бетіндегі 80% населениеде халық инвалид болатын еді. Яғни жүктіліктің 12-ші аптасына дейін табиғи сұрыпталу, орысша айтқанда естественный отбор жүреді. Бала өмір сүруге қабілетті болатын болса, ол қалады. Өмір үшін күреседі. Егер баланың аяғы жоқ, қолы жоқ, басы жоқ, әртүрлі хромосомалық аурулар, мысалы туылғаннан кейін шетінеп кететін, жүрегінде қатты грубый порог, әртүрлі себептер болуы мүмкін. Сондай болатын болса, өздігінен түсік болады, өздігінен тазаланып түседі. Яғни табиғи сұрыпталу, орысша айтқанда естественный отбор жүреді.
Сол үшін бізде ол табиғатта бар дүние, иә. Мысалы, сильнейшие выживают, яғни мықтылары қалады. Түсінікті. Өмір сүруге қабілетті ол 80% жағдай. Қалған 20% бұл әйелдің аурулары. Қандай аурулар? Анемия. Көбінесе қазақтар анемияға көп көңіл бөлмейді. Қазақ әйелдерінің 60-70% анемиямен ауырады. Оны және өздеріне бір мақтаныш санайды. Мен бір баламды анемиямен тудым, 3-4 баламды анемиямен тұрдым деп күледі. Ал анемия ол деген не? Гемоглобиннің аздығы. Гемоглобин оттегін тасымалдаушы. Бала іште жатқан кезде мұрнымен дем алмайды, аузымен тамақ ішпейді. Оттегінің барлығын анасының гемоглобині арқылы, кіндік арқылы алады. Сондықтан гемоглобин егер аз болса, ол әйелдің өзінің клеткасын әлі қамтамасыз ете алмай жүрсе, іштегі құрсаққа оттегі жетпей, іште шетінеуі мүмкін. Неге аз болады гемоглобин? Гемоглобин неге аз болады? Қандай себептер көп жағдайда? Дұрыс тамақтанбау, етті аз жегендіктен, немесе ет жегеннен кейін шай, су ішкендіктен гемоглобин шайылып кетеді. Сосын біздің енді тағы да өзімізге таяқтың ұшы тиіп кетеді. Қазақтар нан мен шай ішеді ғой, етті көп жемейді. Ауылдық жерде ет жесе де артынан бір самауырын шай ішеді. Барлығы шай, темір. 2 сағаттай бір шай ішпеу керек деген, мен осыны вакенде оқып жүремін, соны өзім ұстануға тырысам. Етті шайнап жеп, соң кейін 2 сағаттан кейін барып, не су, не шай ішу керек. Осы дұрыс па? Дұрыс. Хотя бы 1 сағат. Біздің ата-бабамыз оны сақтаған. Мысалы, бұрын ет жесе сорпа ішкен артынан. Ешқашан етті, мысалы, бешбармақты шаймен қоспаған. Одан кейін орнынан тұрып, далаға шығып, самауырын қайнатып, содан кейін отырып, ой шөлдедік, ет жедік, еттің тұзы көп екен, түрленген екен деп бөлек отырып шай ішкен. 1 сағат, 2 сағаттан кейін. Ол самауырын қайнайым дегенше далаға шығып, бойын жазып келіп, содан кейін дастарханның басында жиналып шай ішкен. Біз қазір шай ішу мен тамақ ішуді шатастырып алдық. Екеуін бірге ішеміз, сол дұрыс емес. Одан кейін көбінесе мынау, енді бізге әйелдер келеді ғой, сол кезде мысалы мен УЗИ түсірген кезде баланың асқазанын көріп көріппін. Кейде көрінбейді. Сосын айтам, тәртіп тамақ ішіп шықтың ба? Сол кезде мәжбүрмін сұрауға, не ішіп шықтың? Көбінің айтатыны нан, май, сондай нәрсе. Ешқайсысы бір жеміс жидек, болмаса бір ет жеп шықтым дегенді өте сирек естимін. Енді ол әлеуметтік жағдайға да байланысты. Әлеуметтік жағдай төмен адамдарда гемоглобин төмен болады. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Ет жеңіздер, құрметті әйел қауым. Көбірек еттен кейін шай ішпеңіздер. Себебін айтып отыр едік қой, түсіктің. 20% әйелдің денсаулығы дедік қой. Мен әйелдерге тисе-тисін намыстарына. Намысына тию үшін айтам кейде. Сау әйел ғана сау бала туады. Сен бірінші өзің денсаулығын жөндеп ал деп. Өйткені, мысалы, бізде қалай, бүйрегі ауырып тұрады, бала туып алсам болды. Бауыры аурушаң, бала туып алсам болды. Ертең баласының денсаулығы қандай болады? Мысалы, бүйрегі ауру әйел, ол баланың да бүйрегі ауру болып туады. Бірінші бүйрегін демдетіп ал. Мысалы, жүрегінде ақаулары болатын болса, жүрегіңе бірінші қазір квотамен операция жасатуға болады. Операция жасатып ал, содан кейін барып көтер. Өйткені қанды айналдырып, циркуляцияны жүргізіп тұратын мотор жүрек. Ал әйелдер жаңағы жүрегінің ақауы бар ма, жоқ па, ЭКГ өтіп, эхокардиография өтіп, дайындалу деген процесс бар да. Соның барлығы, мысалы, әйелдің ағзасында мен айтамын, тісінде кариес болса, стоматологқа барып емдел, содан кейін бала көтер. Бізде жүктілік кезінде стоматолог тегін ғой. Соны біледі де әйелдер, бала көтереді, стоматологқа направление беріңізші, тісімді емдетіп алайын деп едім. Енді бізде бәрі керісінше, сосын мысалы жүктілік кезінде көп дәрілер ішуге болмайды. Ол балаға қалай әсер ететінін ешкім білмейді. Ешқандай ғалым жүкті әйелдерді жинап алып, давайте мен сендерге антибиотикті берем, сендер іштеріңдегі балаға қалай әсер етеді екен деп тәжірибе жүргізген жоқ қой. Сондықтан ол балаға қалай әсер етеді ешкім білмейді. Сондықтан айтам, максималды түрде дәрі-дәрмексіз жүктілік кезінде жүруге тырысыңыздар. Ол үшін не істеу керек? Жаңа бауырыңды, бүйрегіңді емдетіп, мысалы, әйелдер токсикозы болады көп жағдайда, ол өттің дұрыс бөлінбеуінен, яғни өт айдайтын дәрілерді ішіп, гепатологтың инфекционист, мысалы, соның кеңесінен өтіп, терапевтке қаралып, сөйтіп көтерсе, әрине, барлық асқынудың алдын ала алмасақ та бір 60-70
асқынудың пайыз асқынулардың алдын алуға болады. Жақсы. Сау әйелден сау бала туады. Жақсы. Сау әйелден бала туады. Сау баладан сау бала. Айтатын инфекциялық аурулар көп жағдайда түсіктің себебі болады. Жаңағы хламидиоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, уреоплазма, микоплазма, листериоз деген аурулар бар. Мысалы, тек қана жыныстық жолмен жұғатын қорқынышты аурулар емес, біз тіпті бойымызда бар екенін білмейтін мал арқылы, сиыр арқылы, есігіміздің алдындағы итіміз, мысығымыз арқылы жұғатын инфекциялар бар. Соларды да анықтау керек. Олар да түсікке әкелуі мүмкін. Олар да түсікке әкелуі мүмкін. Жақсы. Жақсы, рахмет. Апайым 10 жыл болды, бала көтере алмай жүр. Қаншама эко жасаған, бала түсіп қала береді. Сіздердің орталықтарыңыз көмектесе ала ма? Мүмкін психологиялық проблемадан ба дейді. Психологиялық проблемадан болуы мүмкін. Мен эко жасаумен айналыспаймын. Мен кәдімгі Қатардағы поликлиникада жұмыс істеймін. Бірақ бедеулік бойынша онлайн курстар өткіземін, сабақтар. Егер қатысам десе, мен парақшама тіркелсін. Парақшаны қалай, Маржан, кімнің Жаннаның парақшасын жазып қойыңдаршы. Қазір Маржанның Инстаграм парақшасын жазады. Сол жерде Маржан, Мадина, Жанна өте пайдалы кеңестерді сол жерде тегін беріп отырады. Парақшасын жазылып алыңыздар. Өзі талғарда. Келесі сұрақ. Қуықты жылы ұстау керек па деген сұрақ оқып қалдым жаңа. Қуықты. Енді сұрақ қызық екен. Қуықты суық ұстау керек деген сөз болмайды. Сол сияқты ағзаның барлық жерін жылы ұстау керек. Мысалы, адам арнайы жылы ұстайын, суық ұстайын демейді ғой. Барлық кезде оптималды бір қалыпты температурада жүрген дұрыс. Жақсы, келесі сұрақ. Қазір енді бір 5 минут, соң кейін қазір көп әйелдер жастай месячный келмейді неден. Қазір көп әйелдерде жастай месячный келмейді неден дейді. Агия Қыдырбаева. Жастай дегенде, енді қалыпты жағдайда 13-14 жаста етекір келу керек қыз бала. Бірақ келмеуінің себебі өте көп болуы мүмкін. Біріншіден гинекологқа барып УЗИ өтсін. Гинеколог енді көп көмек бере қоймас, УЗИ өту керек ең бастысы. Содан кейін егер УЗИде органдары бәрі қалыпты болса, онда эндокринологиялық проблема керек, яғни гормондарын тексеру. Мүмкін бүткіл гормон баста бөлінеді. Безді де, аналық безді де басқарады, ФСГ, ЛГ деген гормон гипофизда бөлінеді, мида бөлінеді. Сол үшін миды дұрыстау керек. Кейде қыздар жаңағы емді тапсырып жатады ғой. Сол кезде мамалар көбісін ертіп келеді маған. Қызым етек кіргенге қалды, ойбай бірдеңке болып қалды ма, ойбай жүкті болып қалды ма деп қорқады ғой енді. 11-ші сыныптың оқушылары. Сол кезде көбісі емді тапсырып стресс қой. Енді мектеп тапсыру, бітіру, әртүрлі нәрселер. Сол кезде көбісінің етек бұзылып кетеді, өйткені стресс мидан, көрдіңіз бе? Қыздарға айтамын, миларын дұрыс ұстасаңдар, бедеулік те болмайды, етектің де бәрі дұрыс болады. Сондықтан менің таңертең өткізіп жүрген қазір оптимизм, пессимизм дегенне, үйретілген дәрменсіздік дегенне, және де мына құлдық санадан, депрессиядан қалай құтылуға болады деген, мен күн сайын сағат 8-ден 9-ға дейін 1 сағат сабақ өткізіп жүрмін. Бүгін 23-ші сабақ өткіздім. Тағы да бір 10-12 сабақ өткізем. Соны жіберіп алмаңыздар. Мына миды қалай дұрыстау керек, ойды қалай дұрыстау керек, адамның пессимизмнен, депрессиядан қалай құтылу керек екен жайлы мен тегін сабақ өткізіп жүрмін. Бұл плацебо жайлы сол жерде айтылады. Өте адамның ойлауы, психологиясы өте маңызды. Келесі сұрақ. Ол сабақтарыңыз YouTube-та сақталып тұрады ғой, иә? Сақталып тұрады, иә. Таратып жүрсең болады. Менің өзім 35-те, менікі 1 жыл болды, уже жоқ дейді. Бедеулік пен белсіздіктің себептері бұрыннан белгілі. Екодан ұрпақ бола ма айтылып кетті. Дәрет суық сумен алу зиян ба, әлде жылы сумен зиян ба дейді. Дәретті суық сумен алу зиян ба, әлде жылы сумен? Дәретті суық сумен алу зиян әрине. Қатты ыстық сумен алудың да қажеті жоқ. Жылы болу керек. Адамның температурасы болу керек қой. Иә, қолыңызбен ұстап көресіз, егер қолыңыз күймесе, жылы болып тұрса, сондай сумен дәрет алыңыз. Жақсы, келесі. Әйелдің бөксесіне
әйелдің бөксесі неге жалпақ дейді? Бала туу үшін жалпақ. Қуықта Иә. барлық аурулар жиналады деп жатады, сол үшін тазалық айтсаңыздар. Түсінбедім. Қуықта барлық аурулар жиналады деп жатады, тазалық жағын айтсаңыздар дейді. Қуықта? Қуықта. Енді қуықта негізі мен айтам бүткіл отход жиналады, шлактар жиналады. Енді ауру деп оны бір діни тұрғыда әлгі бір нелерді қазір көбейіп кетті ғой, бір шамандар сияқты әртүрлі курстар өткізіп, бір философия іздеп жүретін адамдар. Қуықта адамның ағзасында бүйрек тазалайды. Біздің тамақ ішкен кезде, дәрі-дәрмек ішкен нәрсеміздің барлығы бүйрек арқылы сыртқа шығады. Сол кезде ол ағзаға керекті дүние, бірінші бүйректің екі фильтрі болады, бірінші фильтрдан бүткіл дүние өтеді, екінші фильтрдан керек дүниелер кері қайтады қанға, мысалы гемоглобин деген дүниелер, белок ағзаға керек, керек емес дүниелер қайтадан несеп ағар арқылы қуыққа барады. Қуықта бүткіл шлак жиналады. Сол үшін ұлдарға да қыздарға да айтарым, қуықты уақытылы босатып тұру керек. Қуықты толтырып. Дәретке барып отыру керек. Иә, кіші дәрет ұстамау керек. Үлкен дәрет ұстау керек. Көп созбау керек. Жақсы. Келесі. Кейде шыдап отыра береді ғой, әне міне деді. Иә, сол зиян. Саламатсыздар, кейбір отбасыларда қыз туса кемтар болып, ұлдары нормальный болады, кейде керісінше ол неден болады дейді. Осындай бола ма? Мен бірінші десіп отырмын. Болады. Мысалы, мына гемофилия деген ауру көбінесе ұлдарда кездеседі. Ал мысалы, олар ұл балаларына анасы арқылы келеді. Мысалы, қыз балаларында, мысалы, гемофилия деген тұқымда бар болса, сол отбасында дүниеге келген қыздарында олар тек тасымалдаушы болады. Өздерінде қан ұю фактор форма болады. Сол отбасының ұлдарында сол гемофилия жарыққа шығады. Ертеңгі күні сол үйдің қыздар тұрмысқа шығып, жиендерінде гемофилия кездеседі. Яғни әртүрлі аурулар, мысалы, Y хромосомамен немесе X хромосомамен байланысты болуы мүмкін. Сондықтан ол хромосомалық аурудың түріне байланысты. Жаңа біз енді 9 класста жөндеп оқымай кеткен шығармыз. 9 класста ол жайында айтылған X хромосома, мысалы кейбір аурулар Y хромосомамен беріледі. Сол кезде жарыққа шығады. Кейбір хромосомалар Y хромосома, біреу X, яғни аурудың түріне байланысты және қандай еркекте XY, әйелде 2Y. Солай ма? Иә, мысалы, әйелде XX, ер адамда XY. Мысалы, Y хромосома болған кезде сол ауру жарыққа шығады. Сол кезде ол балада жарыққа шығады. Ал қыз баланың X хромосома, Y жоқ қой. Сол кезде X хромосомасында болғандықтан ол жарыққа шықпайды, бірақ болашақта өзінің ұлдарына сол ауруды тасымалдайды. Яғни тасымалдаушы қызметін атқарады. Жақсы, болады сондай аурулар, иә. Келесі сұрақ, соңғы сұрақ болсын. Және осы жерде бір нәрсе есіме түсіп тұр, жаңа эко жайында айттық қой. Эконы қай кезде жасауға болады деп. Мысалы, егер тұқымында сондай хромосомалық аурулар болатын болса, және кейде өте, мысалы, тек қана гемофилия емес, басқа да прям грубый пороктар болады. Муковисцидоз деген сияқты тұқым қуалайтын. Сол кезде, мысалы, егер ұл баласында туатын болса, ол балалар шетінеп кететін ауру болатын болған кезде, жынысын жоспарлау үшін де эко жасауға болады. Жынысын жоспарлау үшін, да? Жынысын жоспарлау үшін. Сонда өткен жолда айтқанбыз, тағы да айтып кетсең, мына жоспарлауға бола ма? Алдын ала, мысалы, ұл бала біреулер қалайды, біреу 3 қыздан кейін ұл қалайды, біреу керемесе 3 жылдан кейін қыз қалайды. Соны жоспарлап, жынысты жоспарлауға бола ма, баланың жынысын? Баланың жынысын егер табиғи жолмен, мысалы, өзім көтерем деп айтатын болсам, мысалы, мен өзім жүкті болам деп жоспарлайтын болсам, онда әрине оны ғылыми түрде жоспарлай алмаймыз. Тек қана бір календар, әртүрлі, опять же, методтар бар, сену, сенбеу әркімнің өз еркінде. Ал эко жасатқан кезде оны жоспарлауға болады. Қалай жоспарлайды? Тіпті халықтың арасында бар ғой, жаңағы елбасының өзі Түркияға барып ұлдарын жаңа эко арқылы жасатқан деп. Өйткені енді қыздары болғандықтан ұл туғысы келсе егер, онда Турцияда мысалы эмбрион жаңа айттық қой, пробиркада ұрықтандырғаннан кейін сол ұрықтың әлі жатырға қондырмай жатып, ұрықтың жынысын анықтайтын аппарат бар. Сол арқылы? Сол кезде, иә, сол арқылы мысалы ұлдың ұрығы болса,
соны қондырады. Егер қыз керек болса, қыздың ұрығын анықтап соны қондырады. Тек қана эко кезінде былай санайды, ол бірақ кепілдік бермейді. Ол енді 50-ге 50, 50-50, ромашка сияқты ғой, любит, не любит. Жақсы, тағы да бір-екі сұрақ маңызды болса. Яичный кистаның емі бар ма? Қазақстандық дәрігерлер емдей ала ма дейді? Киста яичника ол түріне байланысты. Мысалы, фолликулярный киста деген түрі болады, ол ай сайын түзіледі, жарылады. Сол фолликулдың жарылмай қалуы кезінде гормоналды бұзылыстар. Оны ешқандай емдеудің де қажеті жоқ. 3-4 айда өзі жоқ болып кетеді. Қазір мына люцем, тағы да басқа бір сетевойлар шығыпты қазір, дәрі бат деп тіркелген. Аурудың ішсең, ананы прям өзің ішкің келіп кетеді, инструкциясын оқысаң, барлық ауруды емдейді. Енді демейтін жаңағы бедеуліктен бастап киста, миома бәрін емдейді. Сондай дәрілер әйелдерде менде киста болған, мен соны іштім, жазылып кетті. Менде сізде, значит, фолликулярный киста болған. Ол фолликулярный киста ішпесеңіз де 3-4 айда өзі-ақ жоқ болып кететін киста еді. Өзі жоғалып кетеді. Ол әйелдің ағзасында жаңағы түзіліп, фолликул ай сайын түзіледі, потом жарылады. Соны овуляция деп айтады, фолликулдың түзілуін, жарылуын. Сол фолликул бір себеппен, мысалы, оны жарылуына ықпал ететін гормон бар, адам миында бөлінеді, ЛГ деген, лютеиндеуші гормон. Сол гормон бөлінбей қалса, аз бөлініп қалса, сол жарылмай қалады фолликул. Сол себепті жарылмай қалған кезде, бір-екі циклдан кейін дұрысталса, этекр циклы, онда ол өздігінен жоқ болып кетеді. Сондай жаңа чудо дәрілер соны емдейді, оны ішпесе де емделетін еді, по идее. Ал енді дермоидты киста. Бір аптада емделесің, ішпесең бір аптада емделесің деген ғой. Иә. Жақсы. Дермоидты киста деген бар. Ол дермоидты киста деген қыз бала анасының құрсағында жатқан кезде бір клеткадан дамимыз ғой, адам баласы. 1, 2, 4, 8 деп клеткалар бөлініп жатқан кезде, мысалы, бір клеткадан бас дамиды, бір клеткадан көз дамиды деген сияқты. Сол кезде мына аналық безбенен тері жамылғылары бір клеткадан бөлініп кетеді. Бір клетка бөлінеді, біреуінен тері жамылғылар дамиды, біреуінен жаңағы аналық без дамиды. Сол процесс, бөліну процесі кезінде қандай да бір кінәрат кетсе, анасы ашуланды, дұрыс тамақ ішпей қалды, жылады, ренжіді, клетканың бөлінуі дұрыс болмай қалды, радиация болды, канцерогенді бір зат әсер етті. Сол кезде тері жамылғыларының клеткалары аналық безге қарай кетіп қалады. Сөйтіп, аналық бездің ішінде дермоидный киста. Дермоидный кистаның ішін ашып қараймыз, мысалы, фолликулярный кистада су болады, кәдімгі тап-таза мөлдір су. Ал дермоидный кистада шаш, тіс, тырнақ, кірпік шығады, кәдімгі шаштар, тырнақ. Сосын әйелге көрсетеміз операциядан кейін, сол жерде тырнақ қақтан шықты менің аналық безім ішінде, шаш қайдан шықты деп. Ал ол кистаны әрине тек қана кесіп алып тастау керек. Өйткені ол шашты, тырнақты кетіретін өкінішке орай дәрі жоқ. Жаңа клеткалардың бөлінуі да сол. Иә, ол анасының ішінде қыз бала дамып жатқан кезінде дұрыс емес, клеткалар дұрыс емес бөлінуіне пайда болады. Жақсы. Екінші тағы бір кистаның түрі бар, эндометриоидті деген. Ол жүре пайда болады. Ол көбінесе гормоналды бұзылыстан пайда болады, және күйеуіне көп ренжісе пайда болады. Көп ренжісе сол. Күйеуге ренжімеңдер әйелді. Келесі сұрақ. Таңертең өтіп жатқан сабағыңызды ютубқа не деп сақтағансыз? Сентябрьда тұр, таңертең өтіп жатқан сабақтарым депрессия дейді, бұл үйретілген дәрменсіздік деп айтады. Сентябрьда ретімен сақталып тұр, өте маңызды сабақ. Енді бұл жерде тағы да бір ет жемеген, мүлде ет жемейтін әйел адамдар бала көтере ала ма, қызым мүлде ет жемейді дейді, Мадина Мұратова айтады. Енді бала көтере алмайды деп айтамайым. Біздің ағзамыз өзі, айттым ғой, миымыздың қызметі, өміріміз сақтау ғой. Ол, мысалы, еттен ала алмаған белокты басқа нәрселерден алуға тырысады. Соның орнын толтыруға, жетіспеген затты басқа жақтан сіңіріп алуға тырысады. Бірақ ол қаншалықты оған оның күші жетеді, соған байланысты. Өткен эфирде де айттым ау деймін, менің практикамда бір болған тәжірибе, жаңағы үйінде босанған бір әйел, сөйтіп бізге менің дежурствомда жаңа жылдың 2000 қай жыл білмеймін, әйтеуір бірінші
қаңтар күні мен дежурствоға келем. Бірінші қаңтар күні мен дежурствома солай түседі. Мен үйде босандым 2-3 күн бұрын. Қазір тексерілуге келдім дейді. Сөйтіп қарасақ, өзі анандай бір қандай дін екенін білмеймін, мынау табиғатқа жақын болу, индустар ма, бір сондай индуизм ба, сондай нәрсеге сенеді орыстар, бірақ сондай дінге сенген. Күйеуі сақалында өсіріп алған, қап-қара, ет жемейді мүлдем. Жаңағы сиырға, жануарларға қиянат келтіреміз, шөп жейміз, табиғатқа жақын боламыз. Жаңа сөйтіп үйінде бала туады, ол дәрігерлерге бармау керек. Баланың кіндігін кеспейді, плацентасымен бірге. Кіндігі өзі құрғап, жаңағы баланың жолдасымен бірге, көз алдыңызға елестете беріңіз. Сондай, в общем, бір дінге сенетін адамдар. Сөйтіп баланы педиатрды шақырып мен тексертеміз, әйелді тексеремін, мен педиатрды шақырып баланы тексертсем, бала гермафродит болып шығады. Яғни не ұл емес, не қыз емес. Яғни ол енді әйелге соны айтамын, неге сен белок жеуің керек еді, бала клеткалар қалыптасып жатқан кезде, содан кейін сүт шықпайды ғой. Бізге больницаға жатқызамыз ғой, келгеннен кейін сүт шықпайды. Содан кейін ол енді өліп қалған балықты жеймін онда. Жануарларға нем тимесін деп, балықтың етін жеп, содан кейін сүт шығып сондай болды. Сол үшін енді мысалы неге қыз бала, ол жаңағы көрерменіміз сұрақ қойып отқан, неге ет жемейді? Мәселе сода. Мүмкін егер оның өзінің жегісі келмеуі мүмкін да, бір себептерден. Немесе оны психологиялық себеп болуы мүмкін. Есіме бір нәрсе түсіп отыр, мына Бауыржан Момышұлы бар ғой. Сол кісі ет жемеген екен. Ол кісінің ет жемегенінің себебі, мына мен бір шығармасын оқығам, сол кезде Әділхан Нұршайыққа берген интервьюында айтады, мен ет жемеймін, өйткені бірақ балаларға, қазақтарға ет жеңдер деп айтамын. Сіз неге ет жемейсіз дегенде айтады, кішкентай кезінде мен жақсы көретін бір қозымды әкем қонақ келіп сойды дейді. Өзінің мінезі қырсық адам ғой. Сол кезде мен енді ешқашан ет жемеймін деп айтқанда, мен қозымды сойып тастадым деп. Сөйтіп ет жемей кеткен. Енді жаңағы қыз балаға айтатыны, мүмкін психологиялық себептен бір себеп болды ма? Мүмкін сонымен күресу керек шығар. Или оның ағзасы етті қабылдамай ма? Кейде мысалы сүттің өнімдеріне адамның денесінде неосвоение, мысалы ферменттердің жетіспеушілігі салдарынан ол сүт өнімдерін мысалы қорытылмайтын жағдайлар болып жатады. Енді неге ол қыз бала етті жемейді? Мен алдында бір Америкадан келген қызбен сөйлестім, ет жемейді. Манты жемейді, ештеңе жемейді дастарханда отырғанда. Сөйтіп неге манты жемейсің, ет жемеймін, неге ет жемейсің? Америкада жүрген кезде кітап оқыдым. Сонда мен өліктің етін жемеймін. Мысалы өлген мал ғой, енді өлтіріп барып жейді ғой. Сондай психологиясынан етті көрген кезде өлікше, өліп жатқан ит, өліп жатқан мысық, өліп жатқан жануар көз алдыма елестейді. Яғни идеология, мен Америкада оқыды, сондай нәрсені вегетарианствоны дәріптеді оған, енді мүлдем жей алмайды психологиялық тұрғыдан. Сол сияқты мүмкін бір нәрсені оқып шығар. Оған керісінше онда еттің пайдасы, алмастырылмайтын амин қышқылдары, ет жемеудің, вегетарианствоның зияны деген нәрсені оқу керек. Жақсы. Болды ма сұрақтар? Шалқар. Ау. Жақсы. Бересіз вакциналар, пластик, сауатты қазақ дұрыс айтып жатсыз. Рахмет. Күнкөлде шахталарда вақтылы жұмыс жасау кезінде редакция бөлінсе спермаға әсер ете ме? Редакция немене бөлінеді ғой, да? Радиоактивті заттар шығар. Радиация бөлінсе, әсер етеді. Әрине әсер етеді. Мысалы шет елдерде сондай жерде жұмыс істейтін, мысалы химиялық заводтарда радиоактивті заттармен жұмыс істейтін адамдар болашақта бедеу болып қалмас үшін өзінің ұрығын сақтап қояды. Әйелі де, еркегі де. Мысалы әзір жоспарламаса, болашақта жоспарлауы мүмкін ғой. Болашақта. Сақтап қоюға болады, да? Ол біздің Қазақстанда да бар. Мен студент кезінде резидентурада Алматыдағы Ленинаның достықтың бойында научный центр бар, акушерство гинекология. Сол жерде резидентурада оқып жүрген кезінде бір әйел бізге түсті. Экодан кейін жүкті болған, күйеуі қайтыс болып кеткен. Сосын біз енді ойлап тұрмыз, донордың ұрығымен көтерген шығар деп ойлап тұрмыз ғой. Сөйтсек күйеуінің енді қайтыс болатынын сезді ма, ауырды ма білмеймін, ұрығын сақтап қойған. Қайтыс болмай жатыр.
сөйтіп күйеуі қайтыс болғаннан кейін соның ұрығынан екіқабат болып бізге келіп тұрған. Сондай оқиға біздің Қазақстанда ол бар нәрсе, тәжірибемде көрген дүние, сондықтан ұрықты сақтап қоюға болады. Егер сіз радиоактивті жаңағы болашақта ұрығыма әсер етеді, өзімнің болашақта кейін маған өзім ұрығым керек болады десеңіз, сақтап қойсаңыздар болады. Криоконсервация деп аталады ол. Қарайық, маңызды сұрақтар болса. Өте неме поликистоз яичников жайлы не айтасыз, апай дейді. Поликистоз яичников жайлы дейді. Поликистоз деген әйелдің ағзасында ай сайын бір фолликул пісіп жетілу керек. Мысалы, 3-4 жетіліп бастаса, соның біреуі аяғына дейін жетіп жарылу керек, соның ішінен ұрып сыртқа шығу керек. Ал поликистоз кезінде кисталардың бәрі басталады, бірақ аяғына дейін жетпейді. Яғни аяғына дейін доминантты фолликул пісіп жетіліп, ұрық жарылып шықпайды, овуляция болмайды. Сондықтан поликистоз кезінде әйел бала көтере алмайды, етеккірі дұрыс келмейді. Ғылымда ол мына әйел адамның денесінде еркектік гормондардың көп болуынан, тестостеронның көп болуынан, және психосоматиканы бүгін сөз қылдық қой. Психосоматика әйелдің өмірінде ер адамның орнының басым болуы деп түсіндіреді психологтар. Яғни еркектік гормондардың көп болуы, ол тікелей медициналық тұрғыда тестостеронның көп болуы, ал психосоматикалық тұрғыдан психологтар оны түсіндіреді. Әйел адам мысалы өзінің еркек сияқты болғысы келеді, мысалы кішкентай кезінен еркектердің киімін киіп, немесе әкесі әсіресе мысалы үйінде ұл балалары жоқ қыздар, әкесіне ұлдың орнын басқысы келеді, ұл сияқты өзін ұстап, сондай кездерде болуы мүмкін. Немесе бір қыз поликистоз болды, ол жалғыз қыз, және мысалы әкесін өзі бағады, өзінің отбасы бар, бөлек, сол отбасына бөлетін уақытты бөле алмайды, күйеуіне көп көңіл бөле алмайды, өзіне көп көңіл бөле алмайды, ол көп уақытын әкесіне арнайды. Өйткені азаннан кешке жұмыстан келеді, әкеме барып тамақ пісіріп берейін, үйін жинап берейін. Және ол кезде әйел бала тууға емес. Оның жаңағы баласы мысалы өзінің әкесі болып тұрған сияқты да. И тестостерон деген гормон, психосоматика әрине айта берсек өте бір күрделі тақырып. Және әркімде ол әртүрлі болады. Мысалы, ой жоқ, менде ондай нәрсе жоқ қой деп айтады көп әйелдер. Ол басқа да себеп болуы мүмкін миында тұрған. Оны әркімнің түпсанасы әркімде әртүрлі. Сондықтан поликистоз кезінде көбінесе эндокринолог пен гинеколог, эндокринолог деген мамандар болады, сол кісіге барып, гормондарының деңгейін тексеріп, және мына метформин деген дәріні көп қолданады. Ол зат алмасу процесін реттеу арқылы. Өйткені поликистозбен ауыратын адамдарда қанттың, глюкозаның алмасуы бұзылады, болашақта сахарный диабет болу қаупі жоғары болады. Жақсы, Жанна, уақытыңды бөліп бізге осылай көрермендердің сұрағына жауап бергенің үшін көп рахмет. Қазір кімнің, Жаннаның Инстаграм парақшасын жазып қойыңдар. Жазылды. Құрметті көрермендер, Жаннаның Инстаграм парақшасына тіркеліп алыңыздар. Соң кейін сол жерге жекесіне де жазсаңыздар болады. Мына карантин біткеннен кейін Алматыда, Талғардағы көріп отырғандар болса, өзінің консультациясына келсеңіздер болады. Өте білікті маман, және де жүрегі жұмсақ, Совет үкіметінде оқыған, сауатты, өте адамдарға тек қана бір пациент, бір кошелек деп қарамай, адамдарды, әрбір адамды бір тұлға деп қарап, жан иесі деп қарайтын Гиппократ антына адал қарындасымыз. Жұмысыңа сәттілік тілейміз. Келген адамдардың алғысын ести бер, денің сау болсын. Бүгін келіп сабап бізге уақыт бөліп лекция оқыған үшін Жанна көптен көп рахмет. Рахмет аға. Көрермендер де алғыстарыңызды білдіріп қойыңыздар Жанна қарындасымызға. Көп тілегі көлдейді. Бүгінгі лекциямыз қалай ұнады, 10 балдық шкаламен бағалап жеріңіздер. Және де Жаннаның парақшасына міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және Сен ТВ-ға көбірек адамдар көрсін десеңіз, бұл пайдалы ақпарат, пайдалы канал, халық арнасы десеңіз, лайктарыңызды қойыңыздар. Және де кемінде 10 адамға таратамын деп уәде беріңіздер. Кеттік.
Жақсы ағай, сау болыңыздар. Жақсы жана, көп рахмет, сау болыңыз. Келіңізге сәттілік. Рахмет. Сау болыңыз.